Лука жазған хош хабар. 1 бап. Арамызда болып өткен белгілі уақияларды көплердің әлі қашан баян етпекші болғаны біздерге мәлім. Олар бұл уақияларға бастан-ақ гуа болғанлардың һәм хош хабарды жариялаушылардың біздерге жеткізген нәрселерін жазған еді. Солай етіп, hürmetli Теофил, өзіңізге үйретілген бұл талиматтың хақиқи екенін сіз де білуіңіз үшін, мен де бастан-аяқ һәммесін мұқиятлап үйреніп шығып, барлық уақияларды ізбезлікпенен сізге жазуды мақұл таптым. Яхудия елінде патша Хирд заманында Абия топарынан Зекерия атлы бір рухани бар еді. Оның хаялы Харон әулетінен шыққан болып, аты Елизабета еді. Олардың екеуі де Құдай алдында хақ адамлар болып, жаратқан иеміздің барлық бұйрық һәм қағидаларын бұлжытпай орындап жасайтұғын еді. Елизабета нәсілсіз болғанлықтан олар бейперзент еді, және екеуі де қартайған еді. Күндердің бірінде өз топарының кезегі келіп, Зекерия Құдай алдында руханилық қызметін атқарып тұрғанда, руханилердің әдеті бойынша хош иіслі затларды түтету үшін жаратқан иеміздің ибадатханасындағы мұқаддесханаға кіру шегі оған түсті. Хош иіслі затларды түтету уақытында жиналған халықтың һәммесі сыртта дуа етіп тұр еді. Сонда жаратқан иеміздің бір періштесі хош иіслі затлар түтетілетұғын орнының оң тарапында пайда болып, Зекерияға көрінді. Оны көрген Зекерия қорқып, албырап қалды. Бірақ періште оған былай деді: Қорқпа, Зекерия, сенің еткен дуаң қабыл болды. Хаялың Елизабета саған ұл туып береді. Оның атын Яхия деп қоясаң. Ол саған қуаныш һәм шатлық алып келеді. Оның дүнияға келгеніне көп адамлар қуанады. Себебі ол Құдай нәзерінде ұлы адам болып, еш арақ шарап ішпейді. Анасының құрсағында жатырғаннан баслап, мұқаддес рухқа толады. Ол Израиль перзентлерінің көбісін олардың жаратқан иесі Құдайға қайтарады. Әкелерді балалары менен жарастырып, бойсынбайтұғынларды хақ адамлардың даналық жолына түсіріп, халықты иеміздің келуіне таярлау үшін, ол Ильястың рухы һәм құдіреті менен иеміздің алдында жүріп келеді. Сонда Зекерия періштеге: Бұлардың рас екенін мен қаяқтан білемін? Өйткені мен ғарыман, хаялымда қартайған ғой, деді. Періште оған жауап беріп: Мен Құдай алдында тұрушы Жабраилман. Сенің менен сөйлесіп, саған осы хош хабарды жеткізу үшін жіберілгенмен. Бірақ уақыты келгенде орғыланатығын сөзлеріме сенбегенің үшін, осылар әмелге аспағанша сөйлей алмай, көң болып қаласаң, деді. Сол уақытта Зекерияны күтіп тұрған халық оның мұқаддесханада іркіліп батырғанына хайран болды. Зекерия сыртқа шыққанда халыққа сөйлей алмай қалды. Сонда халық оның мұқаддесханада аян көргенін түсінді. Зекерия гүң болып қалып, халықпенен ымласып сөйлесті. Өзінің қызмет ететұғын күндері тамам болғаннан кейін Зекерия үйіне қайтты. Арадан күндер өткеннен соң оның хаялы Елизабета хамледар болып 5 ай жасарынып жүрді. Жаратқан ием маған нәзер аударған күнлерде бұл істі істеп, адамлар алдындағы масқарашылықты менен алып таслады, деді ол. Елизабетаның хамледар болғанына 6 ай толғанда, Құдай Жабраил періштені Галила өлкесінің Насра деп аталатығын қаласына, Дауд әулетінен шыққан Юсуп деген жігітке атастырылған бір қызға жіберді. Қыздың аты Мариям еді. Періште үйге кіріп оған: Сәлем саған, Құдай жарылқаған, жаратқан иеміз сенің менен бірге, деді. Мариям періштенің сөзлеріне аң-таң болды, һәм бұл қандай сәлемлесу болды екен деп ойланып қалды. Періште оған былай деді: Қорқпа, Мариям, сен Құдайдың мейіріміне ерістің. Міне, сен хамледар болып, ұл туасаң, һәм оның атын Иса деп қоясаң. Ол ұлы болып, құдіретлі Құдайдың ұлы деп аталады. Жаратқан иеміз Құдай оған бабасы Дауыттың тақтын береді. Ол Яқып халқының үстінен мәңгіге патшалық етеді, һәм оның патшалығының шегі болмайды. Мариям періштеден: Мен ер адамға жақынламаған болсам, бұл қалай болады? деп сұрады. Періште оған жауап беріп: Сенің үстіңе мұқаддес рух түседі, һәм құдіретлі Құдайдың күші саған саясын салады. Сондықтан да
сеннен туылacak мұқаддес бала Құдайдың ұлы деп аталады. Міне, нәсілсіз деп саналған сенің ағайын апаң Елизабета да қартайғанда ұл балаға хәмледар болды. Оның хәмледар болғанына 6 ай толды. Себебі Құдайдың қолынан келмей тұғын нәрсе жоқ. Деді. Сонда Мариям: Мен жаратқан иемнің бендесімен, айтқаныңдай болсын. Деді. Сонан соң періште оның жанынан кетті. Сол күндерде Мариям жолға шығып, тезлікпенен таулы Яхудия еліндегі бір қалаға кетті. Ол Зекерияның үйіне кіріп, Елизабетаға сәлем берді. Елизабета Мариямның сәлемін естігенде, оның ішіндегі нәресте тыпырлап кетті. Елизабета мұқаддес рухқа толып, дауыслап былай деді: Аялар арасында сен жарылқанғансың. Сенің ішіндегі нәресте де жарылқанған. Иемнің анасы келетұғындай, мен кіммен? Міне сенің сәлем берген дауысың құлағыма жеткенде, ішімдегі нәресте қуаныштан тыпырлап қоя берді. Сенген аял қандай бақытлы. Өйткені жаратқан иемнің оған айтқанлары орынланады. Сонда Мариям былай деді: Жаным жаратқан иемді алғыслар. Құтқарушым Құдайға рухым шадланар. Себебі ол өзінің арзымас пендесіне назерін аударды. Енді мені барлық әулетлар бақытлы деп атайды. Өйткені құдіретлі Құдай маған оллы істер істеді. Оның аты мұқаддес. Ол әулеттен әулетқа өзінен қорққанларға мейірім шапаатын береді. Өз қолы менен құдіретін көрсетіп, кеулерінде менмен ойлары бар адамларды пытыратты. Хүкімдарларды тақтан түсіріп, ғарып қасірлерді жоғары көтерді. Аш болғанларды игілік беріп тойдырып, бай болғанларды құры қол қайтарды. Ата бабамызға берген уәдесі бойынша Ибраимға һәм оның ұрпағына мейірім шапаат етуді мәңгі есте тұтып, қызметшісі Израилға жәрдем етті. Мариям Елизабета менен 3 айдай бірге болып, соңынан үйіне қайтып кетті. Елизабетаның босанатығын уақыты келіп, ол ұл туды. Қоңсылары менен ағайлары жаратқан иеміздің оған үлкен мейірім шапаат көрсеткенін естіп, оның қуанышын бөлісті. Олар 8-ші күні баланы сүннетлеуге алып барды, һәм оған Зекерия деп әкесінің атын қоймақшы болды. Бірақ баланың анасы: Яқ, оның аты Яқия болсын, деді. Олар Елизабетаға: Ағайын туғанларының арасында бұндай ат ешкімде жоқ қо, деп әкесінен балаға қандай ат қоймақшы екенін ымлап сұрады. Зекерия жазу тақтайшасын талап қылды да, оның аты Яхия болсын деп жазды. Бұған һәмме аң-таң болысты. Сол уақытта Зекерия тілге кіріп, Құдайды алғыслап сөйлей баслады. Атрапында жасаушыларды қорқыныш биледі, һәм бүткіл таулы Яхудия елі бойлап, осылар хақында сөз тарқады. Ескелердің һәммесі бұны кеулерінде сақлап: Бұл нәресте кім болар екен? дейтұғын еді. Себебі жаратқан иеміздің құдіреті оның менен бірге еді. Нәрестенің әкесі Зекерия мұқаддес рухқа толып, пайғамбаршылық етіп, былай деді: Израилдің жаратқан иесі Құдай алғыслансын. Өйткені ол келіп, өз халқы үшін төлем төлеп, оны құтқарды. Өзінің мұқаддес пайғамбарлары арқалы әйемнен айтқанындай, ол біздер үшін өз қызметшісі Дауыттың ұрпағынан шыққан құдіретлі құтқарушыны берді. Құдай біздерді дұшпанларымыздан һәм біздерді жек көрушілердің қолынан құтқарды. Біздердің ата-бабаларымызға уәде еткен мейірімлілігін көрсетіп, өз мұқаддес келісімін бабамыз Ибраимға берген антын еске алды. Ол біздерді дұшпанларымыздың қолынан құтқарып, қорықпастан, өмір бойы оның алдында мұқаддес һәм хақ болып, оған қызмет қылуымызға мүмкіншілік берді. Ал сен, балам, құдіретлі Құдайдың пайғамбары деп аталасаң. Себебі сен иеміздің алдынан жүріп, оның жолын таярлайсаң, оның халқына күнәларының кешіріліп, құтқарылатұғынын жариялайсаң, қараңғыда һәм өлім саясында жасап атырғанларға нұр түсіру үшін,
һәм біздерге тынышлыққа қарай жол көрсету үшін Құдайдың ұлы мейірім шапағаты аспаннан таң болып атады. Ал нәресте өсіп, рухи күшке толып барды, һәм Израиль халқының алдында көрінетін күнге дейін шөл далада жасады. Лука жазған хош хабар, 2 бап. Сол күллері Рим патшасы Август бүткіл Рим патшалығының тұрғылары тізімнен өтуі тиіс деген пәрман шығарды. Бұл бірінші тізімнен өту Кирини Сирияға хакімлік қылған заманда болды. Әрбір адам тізімнен өту үшін өз қаласына барды. Юсуп те Галиладағы Насра қаласынан жолға шығып, Яхудиядағы Бейтлехем деп аталған Дауыттың қаласына келді. Өйткені ол Дауыттың ұрпағынан еді. Тізімнен өту үшін оның менен бірге қалыңлығы болған Хамледар Мариям да барды. Олар сол жерде болғанда Мариямның айы күні толып, тұңғыш ұлын туды. Оны құндақлап, бір ақырға жатқызды. Себебі мейманханада оларға орын жоқ еді. Сол әтрапта шопалар болып, олар түнде өз падасын далада қарауылайтұғын еді. Тосаттан олардың алдында жаратқан иеміздің бір періштесі пайда болып, иеміздің салтанаты олардың әтрапын жарқыратып жіберді. Олар қатты қорқып кетті. Періште оларға: Қорқпаңлар, мен сіздерге һәмме адамларды шексіз қуандыратұғын хош хабар жариялайман. Бүгін Дауыттың қаласында сіздер үшін құтқарушы туылды. Ол иеміз Масих. Сіздер үшін оның белгісі мынадай: сіздер ақырда құндақлаулы жатырған нәрестені табасызлар. Деді. Бірден періштенің қасында аспандағы періштелердің үлкен топары пайда болды, һәм былай деп Құдайды алғыслады: Аспанда Құдай алғыслансын, Құдайға ұнайтұғын жердегі адамларға тынышлық болсын. Періштелер аспанға көтерілгеннен соң, шопалар бір-біріне: Жүріңлер, Бейтлехемге барайық. Жаратқан иеміз біздерге білдірген сол жүз берген уақияны көрейік десті. Олар асығыслықпенен келіп, Мариям менен Юсупты һәм ақырда жатырған нәрестені тапты. Оны көріп, періштелерден нәресте хақында ескелерін айтып берді. Бұны есткен адамлардың һәммесі шопаллардың сөзлеріне таң қалысты. Ал Мариям бұл сөзлерді жүрегінде сақлап ойлап жүрді. Шопаллар өздеріне айтылғанлардың һәммесін естіп көргенлері үшін Құдайды алғыслап, мақтау айтып, қайтып кетті. Арадан 8 күн өтіп, нәрестені сүннет еткенде, оның атын Иса деп қойды. Мариям Хамледар болмасынан бұрын періште оған Ұса атты берген еді. Мусаның низамы бойынша тазалану күндері тамам болғанда, Юсуп пенен Мариям Исаны жаратқан иемізге арнау үшін оны Иерусалимге алып келді. Өйткені жаратқан иеміздің низамында: Туылған әр бір тұңғыш ұл жаратқан иемізге арналсын деп жазылған. Және жаратқан иеміздің низамында айтылғандай, олар жұп құмыры, ямаса кептердің 2 балапанын құрбан етпекші болды. Сол уақытта Иерусалимде Шимон атлы бір адам бар еді. Ол хақ һәм діншіл адам болып, Израильдің тәсілі табуын інтизарлықпенен күтіп жүреді. Мұхаддис рух оған яр еді. Жаратқан иеміз жіберген Масихты көрмегенше өлмейтұғынын оған Мұхаддис рух алдын ала айтқан еді. Шимон Мұхаддис рухтың басқаруында ібадатханаға келді. Исаның атанасы Мұхаддис низам бойынша тиісті үрп-әдетлерді орындау үшін оны ібадатханаға алып келгенде, Шимон оны қолына алып, Құдайды алғыслап былай деді: О, құдіретлі ием, өзің айтқаныңдай, енді қолыңды бұл дүниядан тынышлықпен жібересің. Себебі көздерім сенің һәмме халқылар үшін таярлап қойған құтқаруыңды көрді. Ол басқа миллетлердің көзін ашатығын нұр болып, сенің халқың Израильға даңқ келтіреді. Нәрестенің ата-анасы ол туралы айтылған сөздерге таң қалысты. Шимон оларға патиясын беріп, оның анасы Мариямға: Міне, бұл нәресте Израильда көп адамдардың құлауына һәм қайта тікленуіне себепші болады. Ол иеміздің белгісі болып, ол себеплі көп талас тартыстар келіп шығады. Сонда көп адамдардың жүректерінің түпкіріндегі ой қияллары ашқара болып, ал сенің кеуліңе хәсрет қылышы сұғылады деді. Сол жерде Ашер руынан шыққан Пануэльдің қызы Анна атлы жүда қартайған бір пайғамбар хаялда бар еді. Ол тұрмысқа шыққаннан соң күйеуі менен 7 жыл жасады.
Соңынан 84 жасына дейін жесір болып, әбәдатханадан шықпай ораза тұтып, һәм дуа етіп, күні түні Құдайға сыйынатығын еді. Сол уақытта ол да жақынлап келіп, Құдайға шүкірлік білдірді. Һәм Иерусалимнің құтқарылу күнін күткенлердің һәммесіне нәресте хақында айтып берді. Юсуп пенен Мариям жаратқан иеміздің низамы бойынша барлық тиесілі нәрселерді орындап болғаннан соң, Галиладағы өз қаласы Насраға қайтып келді. Нәресте өсіп, күш пенен ақыл даналыққа толысып барды, һәм Құдайдың мейірімі оның үстінде еді. Исаның ата-анасы әр жылы құтқарылу байрамында Иерусалимге баратығын еді. Иса 12 жасқа толғанда, олар әдеттегідей Иерусалимге байрамлауға келді. Байрам күндері тамам болғаннан соң, олар үйіне қарай жолға шықты. Ал жас өспірім Иса Иерусалимде қалып қойған еді. Бірақ бұны ата-анасы білмеді. Олар Исаны басқалар менен театр деп ойлап, бір күнлік жолды басып өткеннен соң, оны ағайындары менен танысыларының арасынан ізледі. Таппағаннан кейін, оны ізлеп Иерусалимге қайтып барды. 3 күннен соң, олар Исаны ибадатханадан тапты. Ол діни мұғалімлердің ортасында олардың сөздерін тыңлап, сораулар беріп отырған еді. Тыңлап отырғанлардың һәммесі оның ақылына һәм берген жауапларына хайран қалысты. Ата-анасы Исаны көріп, аң-таң болды. Һәм анасы оған: Балам, сен неге біздерге бұндай істедің? Әкең менен екеуміз қатты қайғырып сені ізледік, деді. Иса оларға: Мені ізлеудің неге керегі бар еді? Әкемнің үйінде болуым керек екенін білмедіңіз бе? деді. Бірақ олар Исаның айтқан сөздерін түсінбеді. Иса оларменен бірге Насра қаласына қайтып келіп, олардың тілін алып жүрді. Ал оның анасы болған уақиялардың һәммесін кеуілінде сақлады. Исаның жасы да, ақыл даналығы да өсіп, Құдайдың һәм адамлардың сүйіспеншілігіне бөленіп барды. Лука жазған хош хабар. 3 бап. Рим патшасы Тибериус салтанатының 15 жылында Яхудия өлкесінде Понтий Пилат хакімлік қылды. Галиланы Хирод, Итурея һәм Траханит өлкелерін оның інісі Филипп, Абилена өлкесін Лицаниас басқарды. Ал Ханна менен Каяфа бас рухани еді. Сонда шөл далада жасап атырған Зекерияның ұлы Яхияға Құдайдың сөзі түсті. Яхия Йордан атрапындағы барлық өлкелерді аралап, адамларға күнәларының кешірілуі үшін тәубеге келуді һәм суға шомылдырылуды жариялап жүрді. Бұл Ишая пайғамбардың кітабында жазылғанға тура келеді. Шөл далада бақырған біреудің даусы шығады. Иемізге жол таярлаңлар. Оның жүретұғын жолларын дүзетіңлер. Барлық ойпатлықлар толтырылсын. Тау төбелер пәске шөксін. Қисық жоллар дүзетілсін. Бұдыр жерлер тегісленсін. Сонда бүткіл адамзат Құдайдың құтқаратығынын көреді. Яхия шомылдырылуға келген аламанға былай деді: Ей улы жыланлардың тұқымлары, келешектегі қаһарлы жазадан құтылуды сіздерге кім үйретті? Егер сіздер тәубе еткен болсаңлар, бұған ылайық жеміс беріңлер. Және ата-тегіміз Ибраим атағы деп ішлеріңізден ойламаңлар. Сіздерге айтатығыным, Құдай Ибраимға мына таслардан да ұрпақ жасап бере алады. Ағашлардың тамырында қазірдің өзінде балта жатыр. Жақсы мүйе бермейтұғын әрбір терек шабылып, отқа тасланады. Сонда халық оннан: Олай болса, біздер не істеуіміз керек? деп сұрады. Яхия оларға: Кімнің 2 киімі болса, біреуін киімі жоққа берсін. Кімнің ауқаты болса, ол да солай істесін, деп жауап берді. Салықшылар да шомылдырылу үшін келіп, Яхиядан: Ұстаз, біздер не істеуіміз керек? деп сұрады. Яхия оларға: белгіленгенінен артық талап етпеңлер, деді. Аскерлер де оннан: Ал біздер не істеуіміз керек? деп сұрады. Яхия оларға: ешкімді тонамаңлар, ешкімге жала жаппаңлар, өз іс хақыңызға қанағат етіңлер, деді. Үміт етіп тұрған халықтың һәммесі Яхия туралы ішлерінен: Ол Масих емес пе екен? деп ойлады. Яхия һәммесіне жауап беріп: мен сіздерді суменен шомылдыраман.
Бірақ менен кейін құдіретлі біреу киятыр. Мен оның аяқ киімінің бауын шешуге де лайықлы емеспен. Ол сіздерді мұқадес рух һәм отпенен шомылдырады. Оның жабасы қолында. Ол өз қырманын тазалап, бидайын ғаллеқанасына жинайды, ал сабанын сөнбес отқа жандырады, деді. Яхия халыққа басқада көп насият айтып, хош хабарды жариялап жүрді. Үлке хұмдары Хирод өз інісінің хаялы Хиродия себеплі һәм басқада барлық жаман іслері үшін Яхия тарапынан ашкара етілген еді. Хирод бұрынғы істеген жаманлықларына қоса Яхияны қаматып таслады. Бүткіл халық шомылдырылғанда, Иса да шомылдырылды. Ол дуа еткенде аспан ашылып, мұқаддес рух кептер пішінде оның үстіне түсті. Сонда аспаннан: «Сен менің сүйгілі ұлымсың, мен саған ырзаман» деген саза естілді. Иса өз қызметін баслағанда 30-лар шамасында еді. Адамлар оны Юсуптың ұлы сыпатында танитұғын еді. Ал Юсуп Эли ұлы, Эли Маттат ұлы, Маттат Леби ұлы, Леби Малки ұлы, Малки Янай ұлы, Янай Юсуп ұлы, Юсуп Маттатия ұлы, Маттатия Амос ұлы, Амос Нахум ұлы, Нахум Хесли ұлы, Хесли Нагай ұлы, Нагай Махат ұлы, Махат Маттатия ұлы, Маттатия Шми ұлы, Шми Юсех ұлы, Юсех Юда ұлы, Юда Юханан ұлы, Юханан Реша ұлы, Реша Зерубабел ұлы, Зерубабел Шалтиел ұлы, Шалтиел Нери ұлы, Нери Малки ұлы, Малки Адди ұлы, Адди Қосам ұлы, Қосам Элмадам ұлы, Элмадам Эр ұлы, Эр Ешу ұлы, Ешу Элезер ұлы, Элезер Йорым ұлы, Йорым Маттат ұлы, Маттат Леби ұлы, Леби Шимон ұлы, Шимон Яхуда ұлы, Яхуда Юсуп ұлы, Юсуп Йонам ұлы, Йонам Элиаким ұлы, Элиаким Мала ұлы, Мала Менна ұлы, Менна Маттата ұлы, Маттата Натан ұлы, Натан Дауд ұлы, Дауд Ишай ұлы, Ишай Обыт ұлы, Обыт Боаз ұлы, Боаз Салмон ұлы, Салмон Нахшон ұлы, Нахшон Аминадаб ұлы, Аминадаб Рам ұлы, Рам Хесрон ұлы, Хесрон Парес ұлы, Парес Яхуда ұлы, Яхуда Яқып ұлы, Яқып Исақ ұлы, Исақ Ибраим ұлы, Ибраим Терах ұлы, Терах Нахор ұлы, Нахор Серук ұлы, Серук Реу ұлы, Реу Пелек ұлы, Пелек Эбер ұлы, Эбер Шалах ұлы, Шалах Кенан ұлы, Кенан Арпакшат ұлы, Арпакшат Сам ұлы, Сам Нух ұлы, Нух Ламек ұлы, Ламек Метушелах ұлы, Метушелах Енок ұлы, Енок Ярет ұлы, Ярет Махалалел ұлы, Махалалел Кенан ұлы, Кенан Энош ұлы, Энош Шит ұлы, Шит Адамата ұлы, ал Адамата Құдай ұлы. Лука жазған хош хабар. 4-ші бап. Иса мұқаддес рухқа толып, Иордан дариясынан қайтып келгенде, рух оны шөл далаға алып барды. Оны шайтан сол жерде 40 күн сынады. Ол бүлкілері еш нәрсе жемеді. Олар өткеннен соң, ақыры аш болды. Сонда шайтан Исаға: «Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мына тасқа бұйыр, ол нанға айлансын», деді. Иса оған жауап беріп: «Мұқаддес жазуда адам тек қана нан менен жасамайды деп айтылған», деді. Сонда шайтан Исаны бір биік жерге шығарды да, оған бір демде дүнияның барлық патшалықларын көрсетіп, оған: «Мен осы мемлекеттердің бүткіл билігін һәм олардың сан-салтанатларын саған беремен. Өйткені олар маған берілген, оларды қалеген адамыма беремен. Егер маған табынсаң, әммесі сенікі болады», деді. Иса оған жауап беріп: «Мұқаддес жазуда Құдай иеңе сыйынып, тек оған қызмет ет деп айтылған ғой», деді. Соңынан шайтан Исаны Иерусалимге апарып,
ібадатхананың төбесіне тұрғызып қойды да оған: егер сен Құдайдың ұлы болсаң, өзіңді бұл жерден төменге тасла. Себебі былай деп жазылған ғой: ол өз періштелеріне сені сақлап қалуға бұйрық береді. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін олар сені қолларында көтеріп алып кетеді, деді. Иса шайтанға: Құдай иеңді сынама деп айтылған ғой, деді. Шайтан әмме сынауларын тамамлағаннан кейін уақытша Исаның қасынан кетті. Мұқаддес рухтың күшіне толған Иса Галилаға қайтып келді. Һәм ол туралы хабар бүткіл дөгерекке тарқады. Иса олардың мәжілісханаларында тәлім берді. Һәм ол әмме адамлар тарапынан алғысланды. Иса өзі өскен Насра қаласына келіп, өз әдеті бойынша демалыс күні мәжілісханаға кірді. Иса оқушының орнынан тұрғанда, оған Ишая пайғамбардың кітабы берілді. Ол кітапты ашып, мына аятлар жазылған жерді тапты. Жаратқан иемнің рухы менің үстімде. Өйткені ол мені жарларға қош хабар жариялау үшін тайынлады. Ол мені тұтқындардың азат болатуының, соқырлардың көретуінің хабарлауға, азап шеккендердің еркіндікке шығу үшін, һәм жаратқан иеміздің мейірімділік жылын жариялау үшін жіберді. Соңынан Иса кітапты жауды да оны қызметкерге беріп, орнына отырды. Мәжілісханадағы әмме адамлар оған тігіліп қалды. Иса оларға сөйлей бастап: Осы мұқаддес жазулар бүгін сіздер естіген уақытта орынланды, деді. Әмме Исаны мақтады. Һәм оның аузынан шыққан шешен сөздеріне хайран қалысып: Бұл Юсуптың баласы емес пе? десті. Иса оларға былай деді: Сіздер әлбетте маған «Шпакер, өзіңді өзің емле» деген нақылды айтып, біздер Капернаумда істеген істерің хақында естідік. Бұл жерде өз ана жұртыңда да соларды істе демексіздер. Иса дауам етіп: Сіздерге шынын айтаман, ешбір пайғамбар өз отанында қабыл алынбайды. Сіздерге хақиқатын айтаман. Ильяс пайғамбардың заманында 3 жыл 6 ай аспан жауылып, жауын болмай, елде ауыр ашаршылық болғанда, Израиль елінде көп жесір хайылдар бар еді. Бірақ Ильяс олардың ешбіреуіне жіберілмей, тек Сидон елінің Сарапат қаласындағы бір жесір хайалға жіберілген еді. Сол сияқлы Илиша пайғамбардың заманында да Израильда махау кесел болып ауырғандар көп еді. Бірақ тек Сириялы Наманнан басқа ешкім ауруынан жазылған жоқ, деді. Бұны ескен мәжілісханадағылардың барлығы қатты ашуға мінді. Орынларынан тұрып, Исаны қаладан қуып шығарды да, оны тік жардан таслап жіберу үшін сол қала құрылған таудың басына алып барды. Бірақ Иса олардың арасынан өтіп, өз жолына түсті. Иса Галиладағы Капернаум қаласына келді. Һәм демалыс күні халыққа тәлім берді. Халық Исаның тәліміне хайран қалды. Себебі оның сөзінде билік бар еді. Мәжілісханада жеңге шалынған жауыз рухлы бір адам бар еді. Ол балент дауыспенен бақырып: О Насралы Иса, біздерменен не жұмысың бар? Сен біздерді жоқ етуге келдің бе? Сенің кім екеніңді білемен. Сен Құдайдың мұқаддесісің, деді. Иса оған кейіп: Үніңді өшірде, онан шығып кет, деді. Сонда жын адамды һәм менің көз алдында жерге құлатты да, еш зиян тигізбей, онан шығып кетті. Әмме таң қалысып, бір-біріне: Бұл не гәп? Ол жауыз ұрықларға билік һәм құдіретпенен бұйрық бергенде, олар шығып кетеді ғой, десті. Солай етіп Иса туралы хабар сол өлкедегі барлық жерлерге жайылды. Иса мәжілісханадан шығып, Симонның үйіне барды. Симонның қайыненесінің қатты ыстылығы көтеріліп, ауырып жатырған еді. Олар Исадан оны көруді өтініш етті. Иса хаялдың бас ұшында тұрып, ыстылыққа тиым салғанда, хаялдың ыстылығы түсті. Хаял дәрру орнынан тұрып, оларға қызмет етті. Құяш батарда әмме әр түрлі кеселлерге шалынған адамларын Исаға алып келді. Иса олардың әр бірінің үстіне қолын қойып, шипа берді. Көп адамлардан жиллер шығып баратырып: Сен Құдайдың ұлысың, деп бақыратұғын еді. Бірақ Иса оларға кейіп, сөйлеуге тыйым салды. Өйткені олар оның Масих екенін білетұғын еді. Таң атқанда Иса үйден шығып аулақ жерге кетті. Халық оны іздеп қасына келді. Һәм оларды таслап кетпеу үшін
оны алып қалмақшы болды. Бірақ Иса оларға: Құдай патшалығы туралы қош хабарды басқа қалаларда да жариялауым керек. Себебі мен сол үшін жіберілгенмін, деді. Солай етіп Иса Яхудиядағы мәжілісханаларда уаз айтып жүрді. Лука жазған хош хабар 5 бап. Бір күні Иса Генесарет көлінің жағасында тұрғанда, халық Құдайдың сөзін есту үшін оның жанында тығылысып тұрды. Сонда Иса көлдің жағасында тұрған 2 қайықты көрді. Ал балықшылар қайықтан түсіп, ауларын жуып жатырған еді. Қайықлардың бірі Симонға тиесілі еді. Иса оған мініп, Симоннан жағадан біраз арманырақ жүзіп баруын өтінді де, қайықта отырып, халыққа тәлім бере бастады. Сөзін тамамлағаннан соң Симонға: тереңірек жерге жүзіп барып, балыққа ау сал, деді. Симон оған жауап беріп: Ұстаз, біздер түніменен минет етіп, еш нәрсе тұта алмадық. Бірақ сенің сөзің бойынша ау саламан, деді. Олар осылай істегенде көп балық тұтқанлығы соншелі, хәтте аулары да жыртыла бастады. Сонда олар басқа қайықтағы шеріктеріне белгі беріп, жәрдемлесуге шақырды. Жолдаслары келіп, 2 қайықты да суға батар дәрежеде балыққа толтырды. Бұны көрген Симон Петр Исаның аяғына жығылып: ием, менің қасымнан кет, өйткені мен күнәкар адаммын, деді. Себебі өздерінің бұншама көп балық аулағанына өзі де, қасындағылар да хайран қалған еді. Симонның шеріклері болған Зебедейдің ұллары Яқып пен Юхан да осындай ахуалда еді. Иса Симонға: қорқпа, оннан былай адамларды аулайтын боласың, деді. Сонда олар қайықларын жағаға шығарды да, әммесін қалдырып, Исаның ізіне ерді. Иса бір қалада болғанда, бүткіл денесі мақау кесел болған бір адам келді. Ол Исаны көріп, аяғына жығылды да: Ием, егер сен қалесең, мені мақау кеселден тазалай аласың ғой, деп жалынды. Иса қолын созып, оған тигізді де: қалеймен, тазалан, деді. Ол сол уақытта мақау кеселден тазаланды. Иса оған: бұны ешкімге айтпа, тек руханиге барып, өзіңді көрсетті, мақау кеселден тазаланғаныңды адамларға дәлелдеу үшін Муса бұйырған құрбанлықты бер, деп бұйырды. Бірақ Иса хақында хабар бұрынғыдан да көбірек жайылды. Көп халық оны тыңлап, ауруларына шипа алу үшін оның алдына ағып келе берді. Ал Иса аулақ жерге барып дуа ететұғын еді. Бір күні Иса тәлім беріп отырғанда, Галила менен Яхудияның барлық ауылларынан һәм Иерусалимнен келген парисейлер менен діни мұғалімлер оның қасында еді. Ал Исада ауруларға шипа беруші, жаратқан иеміздің құдіреті бар еді. Сонда біреулер ләң болған адамды төсегіменен көтеріп алып келді. Олар Исаның алдына оны қою үшін үйге кіргізуге тырысты. Адамлардың көплігінен алып кіре алмаған олар тамның басына шықты. Оны ашты да, ләң адамды төсегіменен ортаға Исаның алдына түсірді. Иса олардың сенімін көріп: достым, сенің гүналарың кешірілді, деді. Діни мұғалімлер менен парисейлер: Құдайға тіл тигізіп тұрған бұл кім? Күнәларды жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады? деп ішлерінен ойлай бастады. Иса олардың не ойлағанын біліп, оларға: ішлеріңізден неге бұндай нәрселерді ойлап тұрсыздар? Қайсысын айту аңсатырақ? Күнәларың кешірілді деу ме, ямаса орнынан тұрып жүре бер деу ме? Бірақ адам ұлының жер бетінде күнәларды кешіруге билігі бар екенін біліп қойыңлар, деп жауап берді де, ләң адамға: саған айтаман, орнынан тұрып, төсегіңді ал да, үйіңе бар, деді. Сонда ләң адам һәм менің көз алдында дәрхәл орнынан тұрып, өзі жатқан төсегін алды да, Құдайды алғыслап, үйіне қайтты. Әмме қатты таң қалысып, Құдайға мақтаулар айтты. Олар қорқынышқа толып: біздер бүгін таңғаларлық істер көрдік, десті. Соннан кейін Иса сол жерден шығып, салық кеңсесінде отырған Леби атлы салықшыны көрді де, оған: ізіме ер, деді. Ол орнынан тұрды да, һәмме нәрсесін қалдырып, Исаның ізіне ерді. Леби өз үйінде Иса үшін үлкен зияпат істеді. Олар менен бірге
көплеген салықшылар һәм басқа да адамлар дастурханлас болды. Паризейлер менен діни мұғалімлер Исаның шәкіртлерінен наразылық білдіріп, сіздер неге салықшылар һәм гүнәкарлар менен бірге ішіп жеп отырсызлар? деді. Иса оларға жауап беріп, шпакерге дені саулар емес, ал аурулар мүтәж. Мен хақ адамларды емес, ал гүнәкарларды тәубеге шақыруға келдім. деді. Олар Исаға, Яхияның шәкіртлері жиі ораза тұтып дуа етеді. Парисейлердің шәкіртлері де солай істейді. Ал сенің шәкірттерің ішіп жеп жүріпті. деді. Иса оларға, Күйеу өздері менен бірге болғанда, тойға келгенлерді ораза тұтуға мәжбүр ете аласыздар ма? Бірақ олардан күйеуді тартып алып кетілетін күндер келеді. Олар сонда сол күндері ораза тұтады. деді. Иса оларға және бір тымсал айтып, былай деді. Ешкім жаңа киімнен жыртып алып, ескі киімге жамау салмайды. Олай етсе, жаңа киім де жыртылып қалады. Жаңа жамау да ескі киімге үйлеспейді. Ешкім жаңа шарапты да ескі меске құймайды. Олай етсе, жаңа шарап месті жарып ағып кетеді. Мес те бұзылады. Жаңа шарапты жаңа меске құю керек. Ешкім ескі шарапты ішіп көріп, жаңасын қалемейді. Өйткені ескісі жақсырақ дейді. Лука жазған хош хабар. 6 бап. Бір демалыс күні Иса бидай атызының арасыменен өтіп баратырғанда, оның шәкіртлері бидай масақларын үзіп алып, алақаллары менен ухалап жей баслады. Гейпара парисейлер оларға, сіздер неге демалыс күнінде істеуге болмайтұғын істі істеп атырсызлар? деді. Иса оларға жауап беріп, өзі де қасындағыларды аш болғанда, Дауыттың не істеген сіздер оқымағансыздар ма? Ол Құдайдың үйіне кіріп, тек руханилерге ғана жеуге болатұғын Құдайға арналған нанларды өзі де жеп, қасындағыларға да берген емес пе? деді. Және оларға, адам ұлы демалыс күнінің де иесі, деді. Иса басқа бір демалыс күні мәжілісханаға кіріп, тәлім бере баслады. Сол жерде оң қолы ләң бір адам бар еді. Діни мұғалімлер менен парисейлер Исадан айып табу үшін дем алыс күні ауруларға шипа бермес бекен деп, оны аңлады. Бірақ Иса олардың ұсы ойын біліп, қолы ләң адамға, орнынан тұрып, ортаға шық, деді. Ол орнынан тұрып, ортаға шықты. Сонда Иса оларға, сіздерге бір сұрау берейін. Нызам бойынша демалыс күні не істеген дұрыс? Жақсылық па, ямаса жаманлық па? Адамның жанын құтқару ма, ямаса набыт қылу ма? деді. Иса атрапындағылардың әммесіне қарап шықты да, қолы ләң адамға, қолыңды соз, деді. Ол солай істегенде, қолы бұрынғыдай сап-сау болып қалды. Сонда олар қатты ашуға мініп, Исаға не істеу керек екенін өзара кеңесе бастады. Сол күндері Иса дуа ету үшін тауға шықты. Һәм түнді Құдайға дуа етуменен өткізді. Таң атқанда өз шәкіртлерін жанына шақырып алып, арасынан 12-сін таңлап алды да, оларды елшілер деп атады. Олар Иса Петр деп атаған Симон, һәм оның інісі Андрей, Яқып менен Юхан, Филипп менен Бартоломей, Матта менен Томас, Альфейдің ұлы Яқып менен Уатан сүйер деп аталған Симон, Яқыптың ұлы Яхуда, һәм кейін Исаға сатқынлық істеген Яхуда Искариот. Иса олар менен бірге таудан төмен түсіп, бір тегіслік жерге келіп тұрды. Сол жерде оның көплеген шәкіртлері, бүткіл Яхудия һәм Иерусалимнен, Тир һәм Сидондағы үлкен теңіз жағасынан келген көп халық бар еді. Олар Исаны тыңлауға һәм өз кеселдіктеріне шипа табуға келген еді. Жауыз рухлардан азап шеккен адамлар да келіп, шипа тапты. Бүткіл халық Исаға қол тигізуге тырысатұғын еді. Себебі, оннан күш шығып, әммеге шипа беретұғын еді. Иса шәкіртлеріне қарап, былай деді. жарлы болғанлар, сіздер бақытлысызлар. Себебі Құдайдың патшалығы сіздердікі. Әзір аш болып жүргенлер, сіздер бақытлысызлар. Себебі тоқ боласызлар. Әзір жылап жүргенлер, сіздер бақытлысызлар. Себебі күлесізлер. Адамлар сіздерді адам ұлы үшін жек көрсе, араларынан шетлетсе, қорлап, аттарыңызға дақ жүрсе, сіздер бақытлысызлар. Сол күні қуанып, шадлыққа бөленіңлер. Өйткені сіздердің аспандағы сыйлығыңыз үлкен.
Олардың ата бабалары да пайғамбарларға ұшылай істеген. Бірақ, ей байлар, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер өз хәзіліңізді әлі қашан алып болдыңлар. Хәзір тоқ болғанлар, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер аш қаласызлар. Хәзір күліп атырғанлар, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер өкіріп жылайсызлар. Әмме сіздерді мақтаса, сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі олардың ата бабалары жалған пайғамбарларға ұшылай істеген. Бірақ, мені тыңлап отырған сіздерге айтатұғыным, дұшпанларыңызды сүйіңдер. Өздеріңізді жек көретұғыларға жақсылық істеңдер. Сіздерді қарғайтұғыларға жақсы тілек тілеңдер. Қапа қылатұғылар үшін дуа етіңдер. Бетіңнің бір жағына ұрғанға, екінші бетіңде де тұт. Шапаныңды тартып алғанға, көйлегіңді де алуға ұрсат ет. Сенен сораған әрбір адамға бер. Сенікін алғаннан қайтарып беруді талап қылма. Адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңлер, сіздер де оларға соны істеңлер. Егер сіздер өздеріңізді сүйгенлерді ғана сүйсеңлер, бұл үшін қандай алғыс аласыздар? Күнәкарлар да өздерін сүйгенлерді сүйеді ғой. Егер өздеріңізге жақсылық істегенлерге ғана жақсылық істесеңлер, бұл үшін қандай алғыс аласыздар? Күнәкарлар да осылай істейді ғой. Егер сіздер қайтарып алудан үміт етіп, қарыз берсеңлер, бұл үшін қандай алғыс аласыздар? Күнәкарлар да қанша қарыз берсе, сонша қайтарып алу үшін күнәкарларға қарыз береді ғой. Бірақ сіздер дұшпанларыңызды сүйіңдер. Жақсылық қылып, еш нәрсе дәм етпей қарыз беріңдер. Сонда сіздер үлкен сыйлық алып, құдіретлі Құдайдың балалары боласыздар. Өйткені ол жақсылықты білмейтұғыларға да, жаман адамларға да мейірімлі. Солай етіп, әкеңіз мейірім шәпәтлі болғаны сияқлы, сіздер де мейірім шәпәтлі болыңлар. Басқаларды үкім етпеңлер. Сонда сіздер де үкім етілмейсіз. Айыпламаңлар. Сонда сіздер де айыпланбайсыз. Кешіріңлер. Сонда сіздер де кешірілесіз. Беріңлер. Сонда сіздерге де беріледі. Басып, сілкітіп толтырылған, тасып төгілген мөлшерменен етеклеріңізге салып беріледі. Сіздер қандай өлшемені өлшеп берсеңлер, Құдай да сіздерге сондай өлшемменен өлшеп береді. Иса оларға және бір тымсал айтты. Соқырды соқыры жетелеп жүре ала ма? Екеуі де бір шұқырға құлап түспей ме? Шәкірт ұстазынан ұлы емес, бірақ әрбір адам білімін жетілістіргеннен кейін өз ұстазындай болады. Сен неге туысқанның көзіндегі шөпті көріп тұрып, өз көзіңдегі қаданы сезбейсің? Өз көзіңдегі қаданы көрмей тұрып, қалай туысқаным қане, көзіндегі шөпті шығарып алайын деп туысқаныңа айталысаң? Ей, екі жүзлі, дәстеп өз көзіндегі қаданы шығар, сонда анық көріп, туысқаныңның көзіндегі шөпті шығар аласаң. Жаман мейве беретұғын жақсы терек, һәм жақсы мейве беретұғын жаман терек жоқ. Әрбір терек мейвесінен білінеді. Ешкім шеңгелден әнжір жинамайды, тікенікте жүзім термейді. Жақсы адам кеуліндегі жақсы ғазинесінен жақсылық шығарады, ал жаман адам кеуліндегі жаман ғазинесінен жаманлық шығарады. Адамның кеулін неге толып тасса, аузынан сол шығады ғой. Неге сіздер мені ием деп шақырып, айтқанларымды қылмайсызлар? Маған келіп, сөздерімді тыңлап, оларды орындайтын адамның кімге ұқсайтуының сіздерге айтайын. Ол жерді терең етіп қазып, тикарын жартас үстіне қалап, үй салған адамға ұқсайды. Сел тасып, сол үйді соққылағанда, үй бекем салынғандығы себепті оны қозғалта алмайды. Бірақ сөздерімді естісе де, оны орынламайтын адам үйін жер үстіне тикарсыз салған адамға ұқсайды. Сулар тасып, бұл үйді соққылағанда, ол сол уақытта құлап, қатты қиралып қалады. Лука жазған хош хабар, 7 бап. Иса өзін тыңлап тұрған халыққа һәмме сөзін айтып болғаннан соң Капернаумға кетті. Сол жерде бір римлер жүзбасының қадірлейтұғын қызметшісі ауырып, өлім төсегінде жатырған еді. Жүзбасы Иса туралы естіп, ол келіп, қызметшіме шипа бермес пе екен деп өтініш ету үшін оған яһудилердің ақсақалларын жіберді. Олар Исаның қасына келді де, қатты өтініш етіп,
Ол сенің жәрдем беруіңе мінәсіп. Себебі ол халқымызды жақсы көреді. Біздерге мәжілісхана да салып берді. Деді. Иса оларменен бірге кетті. Ол үйге жақындап қалғанда, жүзбасы оған досларын жіберіп, былай деп айтқызды. Әуірі болмайық қой, ием. Сенің шаңарғыма келуіңе мен ылайықлы емеспен. Сондықтан өзімнің саған баруымды да мінәсіп көрмедім. Тек бір сөз айтсаң болды, қызметшім жазылып кетеді. Өйткені мен де біреудің қол астындағы адамман. Өзіме бағынышлы әскерлерім де бар. Олардың біреуіне бар десем барады, екіншісіне кел десем келеді. Құлыма мынаны ісле десем іслейді. Бұл сөздерді естіген Иса таң қалды. Һәм ізіне еріп кетірген халыққа бұрылып, сіздерге айтатуным, мен бұндай сенімді Израильда да ұшыратпаған едім, деді. Жіберілгендер үйге қайтып келгенде, ауру қызметшінің жазылып кеткенін көрді. Арадан көп өтпей, Иса Найын деген қалаға келді. Оның менен шәкіртлері һәм көп халық бірге жүрді. Иса қала дарвазасына жақындағанда, бір жесір хаялдың жалғыз баласының өлігін көтеріп шығарып жатыр еді. Қаланың көп адамлары хаял менен бірге жүріп театр еді. Иеміз хаялды көргенде, жаны ашып, жылама, деді. Иса жақындап келіп, табытқа қолын тигізгенде, табыт көтеріп кетірғандар тоқтап қалды. Ол, ей жас жігіт, саған айтаман, орныңнан тұр, деді. Өлі тікейіп отырды да, сөйлей баслады. Иса оны анасына тапсырды. Һәм мені қорқыныш билеп, арамызда ұлы пайғамбар пайда болды. Құдай өз халқына жәрдемге келді, деп Құдайға алғыс айтты. Иса туралы бұл хабар бүткіл Яһудия өлкесіне һәм дөңгелектегі жерлерге жайылды. Шәкіртлері Яхияға болып өткен уақиялар хақында хабарлады. Яхия шәкіртлерінің екеуін шақырып алып, келетұғын құтқарушы сенбісең, ямаса басқа біреуді күтуіміз керек пе? деп сұрау үшін оларды иемізге жіберді. Олар Исаға келіп, шомылдырушы Яхия біздерді келетұғын құтқарушы сен бе, ямаса басқасын күтейік пе деп сұрау үшін саған жіберді, деді. Сол уақытта Иса ауру менен кеселлерге һәм жауыз рухларға шалынған көплеген адамларға шифа беріп, көп соқырлардың көзін ашқан еді. Иса оларға жауап беріп, барыңлар, естіп көргендеріңізді Яхияға білдіріңдер. Соқырлардың көріп, ақсақ болғанлардың жүріп, мақау кесел болғанлардың тазаланып, кереңдердің естіп, өлгендердің тіріліп, қош хабардың жарларға жарияланып атырғанын айтып беріңдер. Маған гумансыз сенгендер бақытлы, деді. Яхияның жіберген адамлары қайтып кеткеннен соң, Иса халыққа Яхия туралы былай деп айта баслады. сіздер шөл далаған нені көруге бардыңлар? Самал тербеткен қамысты ма? Нені көруге бардыңлар? Жібек киім киген бір адамды ма? Бірақ хасыл киім киіп, байлықты жасайтығынлар патша сарайларында болады ғой. Солай етіп нені көруге бардыңлар? Пайғамбарды ма? Ауа, менің сіздерге айтатуым, ол пайғамбардан да ұлы. Бұл адам хақында мұхаддис жазуда былай деп айтылған. Міне, мен сенен бұрын өз хабаршымды жіберемен. Ол сенің баратуын жолыңды алдыңнан таярлап қояды. Сіздерге айтатуым, хаялдан туылғанлардың арасында шомылдырушы Яхиядан ұлы адам жоқ. Бірақ Құдай патшалығындағы ең кішкене адам да оннан ұлы. Бұны есткен бүткіл халық, хәтте салықшылар да Құдайдың хақлығын мойылады. Себебі олар Яхияның қолынан шомылдырылған еді. Бірақ парисилер менен низам мұғалімлері Құдайдың оларға арнаған еркін қабыл алмады. Өйткені олар Яхияның қолынан шомылдырылудан бас тартқан еді. Иса және, әзіргі әулеттің адамларын кімге ұқсатайын? Олар кімлерге мегзейді? Олар базарда бір-біріне қышқырсып, сіздерге сыбызғы шерттік, бірақ сіздер ойнамадыңлар. Сіздерге жоқлау айттық, бірақ сіздер жыламадыңлар, деп отырған балаларға ұқсайды. Себебі шомылдырушы Яхия келіп, нан да жемеді, шарап та ішпеді. Ал сіздер оны жын ұрған дейсіздер. Адам ұлы келіп, жеп те, ішіп те жүр. Сіздер оны, міне, тамақ сау, һәм араққор адам,
Ол салықшылар менен гүнәкарлардың досты дейсізлер. Ал Құдайдың даналығы оның қабыл ететінлардың әммесі арқалы ақланады, деді. Парисейлердің бірі Исаны ауқатқа мұрат етті. Иса парисейдің үйіне кіріп, дастұрхан атрапына отырды. Сол қалада жасаушы бір гүнәкар хаял Исаның парисейдің үйінде дастұрхан басында отырғанын біліп, ішінде әтір майы бар мәрмер ыдыс алып келді. Ол артта Исаның аяқ бетінде тұрып жылап, көз жасларын Исаның аяқларына төге баслады. Һәм оларды шашлары менен сүртті. Оның аяқларын сүйіп, иіс май менен майлады. Исаны мұрат еткен парисей бұны көріп, ішінен: Егер ол пайғамбар болса, оған қолын тигізіп тұрған хаялдың кімлігін, һәм оның қандай хаял екенін білер еді. Ол гүнәкар хаял ғой, деді. Иса оған: Симон, саған айтатұғым бір ауыз сөзім бар, деді. Айта бер, ұстаз, деді Симон. Иса оған: бір қарыз берушінің екі қарыздары бар екен. Біреуінің 500, екіншісінің 50 динар қарызы болыпты. Бірақ олардың төлейтұғын еш нәрсесі болмағандықтан, ол екеуінің де қарыздан кешіпті. Қане айтшы, олардың қайсысы оны көбірек сүйеді? деді. Симон: менің ойымша, қарызы көбірек кешірілгені, деп жауап берді. Дұрыс айтасың, деді Иса оған. Соңынан хаялға бұрылып, Симонға: бұл хаялды көріп тұрсам ба? Үйіңе келгенімде, сен маған аяқларымды жуатуын суда бермедің. Ал ол көз жастары менен аяқларымды жуып, шашлары мені сүртті. Сен мені сүймедің. Ал ол мен келгеннен бері аяқларымды тоқтамастан сүйіп атыр. Сен басыма майды жақпадың. Ал ол аяқларыма иіс май жақты. Сондықтан саған айтатұғыным, оның көп күнәлары кешірілді. Сүйіспеншілігінің күшлі болуының себебі сол. Кім аз кешірілсе, сол аз сүйеді, деді. Соңынан хаялға: күнәларың кешірілді, деді. Сонда Иса менен бірге дастұрхан басында отырғанлар өз ара: Күнәларды да кешіретұғын, бұл кім өзі? десті. Ал Иса хаялға: сенімің сені құтқарды, тынышлықпенен бара бер, деді. Лука жазған қошхабар, 8-ші бап. Соңынан Иса қала һәм ауылларды аралап, Құдай патшалығының қошхабарын жариялап жүрді. Иса менен бірге 12 шәкірті және де жауыз рухлардан һәм аурулардан азат болған бірнеше хаяллар да болды. Олар ішінен 7 жын шыққан Магдалалы деп аталған Мариям, Хиродтың сарай басқарушысы Хузаның хаялы Юханна, Сузанна һәм басқа да көплеген хаяллар Исаға һәм оның шәкіртлеріне өз мал мүлкіменен қызмет ететұғын еді. Әр түрлі қалалардан адамлар келіп, көп халық жиналғанда Иса тымсал менен сөз баслады. Бір тұқым себуші өз тұқымын себуге шығыпты. Ол сепкенде тұқымлардың кейбіреулері жол шетіне түсіп, аяқ астында басылып қалыпты. Аспандағы құстар оларды шоқып жеп қойыпты. Кейбіреулері таслақ жерге түсіп, көгеріп шығыпты. Бірақ ығалық аз болғанлықтан қурап қалыпты. Кейбіреулері тікендер арасына түсіп, тікендер олармен бірге өсіп, тұншықтырып тастапты. Ал басқалары өнімді жерге түсіп, өсіп шығыпты, һәм 100 есе сүрәт беріпті. Иса ұсыларды айтып болғаннан соң дауыслап: құлағы бар, жақсылап естіп алсын, деді. Шәкіртлері Исадан: бұл тұмсал нені аңлатады? деп сұрады. Иса оларға былай деді: Құдай патшалығының сырларын білу сіздерге берілген. Ал басқаларға тымсалмен айтылады. Сондықтан да олар қараса да көрмейді, естісе де түсінбейді. Ал бұл тымсалдың мәнісі мынадай: тұқым, бұл Құдайдың сөзі. Жол шетінде түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естеді, бірақ соң шайтан келіп, олардың жүректеріндегі сөзді алып кетеді. Сондықтан олар сене алмайды, һәм құтқарылмайды. Таслақ жерге түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естіп, қуанышпен қабыл етеді. Бірақ тамырсыз болғанлықтан уақытша ғана сеніп, сынау уақыт келгенде сенімнен қайтады. Ал тікендер арасына түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естеді,
Бірақ өмірдің тәшвишлері, байлық һәм хәззіклер астында тұншығып, олардың сүрәті піспей қалады. Ал өнімді топыраққа түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естіп, жақсы һәм пәк кеуілерінде сақлап, шыдамлылық менен сүрәт береді. Ешкім шыраны жағып, оны ыдыспенен жауып, ямаса кәттің астына қоймайды. Керісінше, кіргенлер жақтылық көрсін деп, оны шыра қойғышқа қояды. Өйткені ашылмайтұғын ешқандай сыр, мәлім һәм ашқара болмайтұғын ешқандай жасырын нәрсе жоқ. Сондықтан қалай тыңлап атырғаныңызға диққат аударыңдар. Себебі кімде бар болса, оған қосымша беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның өзімде бар деп ойлап жүрген нәрсесі де тартып алынады. Исаға анасы һәм туысқанлары келді. Бірақ халық көп болғанлықтан оған жақынлай алмады. Адамлар Исаға: «Анаң менен туысқанларың сені көрмекші болып сыртта тұр», деп хабарлады. Иса оларға жауап беріп: «Кімлер Құдайдың сөзін тыңлап, оны орындаса, менің анам да, туысқанларым да солар», деді. Күндердің бірінде Иса шәкіртлеріменен қайыққа мініп, оларға: «Көлдің арғы жағасына өтейік», деді. Солай етіп, олар жөнеп кетті. Олар қайықта жүзіп бара тұрғанда Иса ұйықтап қалды. Көлде күшлі дауыл тұрып, қайық суға тола бастады, һәм олар қауіп астында қалды. Шәкіртлері Исаның қасына барып: «Ұстаз! Ұстаз! Набыт болашақпыз!» деп оны оятты. Иса орнынан тұрды да самалға, һәм толқыласып тұрған суға тыйым салды. Сонда олар тынып, әтрап тым-тырыс болды. Иса шәкіртлеріне: «Сеніміңіз қане?» деді. Олар қорқысып, аң-таң болысып, бір-біріне: «Бұл кім өзі? Ол самал менен суға бұйрық бергенде, олар оған бойсынды ғой», десті. Олар Галиланың қарсысында жайласқан Гадара өлкесіне қайықпенен жүзіп барды. Иса жағаға шығуыменен оған қаладан келген жінге шалынған бір адам кездесті. Бұл адам көп уақытлардан бері киім кимей, һәм үйде жасамай, қабірстанда жасайтұғын еді. Ол Исаны көргенде қышқырып жіберді, һәм Исаның алдына жығылып, қатты дауыспенен: «Құдіретлі Құдайдың ұлы Иса, менің менен не жұмысың бар? Өтінемін, мені қинама!» деді. Өйткені Иса жауыз рухқа бұл адамнан шығып кетуді бұйырған еді. Жауыз рух оны тез-тез тұтып тұрғанлықтан, адамлар оны шынжырменен байлап, кісен салып қарауылдайтұғын еді. Бірақ ол һәммесін үзіп, жын тарапынан Шөлістанға айдап алып кетілетұғын еді. Иса оннан: «Атың кім?» деп сұрады. «Үлкен топар», деп жауап берді ол. Себебі оның ішіне көп жын кірген еді. Жиллер Исадан өзлерін тұңғиыққа жібермеуін өтінді. Сол жердегі таудың етегінде үлкен шошқа падасы жайылып жүрген еді. Жиллер Исадан шошқаларға кіруге рұқсат беруін өтінді. Иса оларға рұқсат етті. Сонда жиллер адамнан шығып, шошқаларға кірді. Шошқа падасы жуырсып, тік жардан көлге түсті де батып кетті. Болған уақияны көрген шошқа бағушылар қашып кетіп, қала һәм ауылларға барып хабарлады. Адамлар болған уақияны көру үшін Исаның жанына келді. Олар ішінен жиллер шыққан адамның ақыл есі кіріп, киініп, Исаның аяқ бетінде отырғанын көргенде қорқып қалысты. Уақияны өз көзлеріменен көргенлер жын ұрған адамның қалай шипа тапқанын оларға айтып берді. Сонда Гадара атрапынан келген бүткіл халықтың зәррелері ұшып, Исадан олардың үлкесінен кетуін өтінді. Иса қайыққа мініп қайтып кетті. Ал жиллерден азат болған адам Исаға: «Сенің менен бірге болайын», деп жалынды. Бірақ Иса оған: «Үйіңе қайтып, Құдайдың саған не істегенін айтып бер», деп оны жіберді. Ол барып, Исаның оған не істегенін бүткіл қалаға жариялады. Иса қайтып келгенде, халық оны қуанышпенен қабыл алды. Өйткені һәмме оны күтіп тұрған еді. Сонда мәжілісхананың басылығы болған Яир атлы бір адам келіп, Исаның аяғына жығылды да үйіне кіруін өтінді. Себебі оның 12 жаслар шамасындағы жалғыз қызы өлім төсегінде жатыр еді. Иса жүріп кетірганда, халық оны жан-жағынан қысып баратыр еді. Сол жерде 12 жыл бойы қан кетіп ауырып, ешкімнен шипа таба алмаған бір хаял бар еді.
Хаял Исаның арт бетінен жақындап келіп, оның киімінің шетіне қолын тигізді. Сол уақытта Хаялдың қан кетуі тоқтады. Сонда Иса: «Маған кім қолын тигізді?» деп сұрады. Ешкім мойнына алмағаннан соң, Петр: «Ұстаз, халық сені қоршап, жан-жағыңнан қысып тұр ғой», деді. Бірақ Иса оған: «Маған біреу қолын тигізді. Өйткені мен өзімнен бір күш шыққанын сездім», деді. Хаял жасырына алмайтұғынын біліп, қалтырап Исаның алдына келді де, оның аяғына жығылды. Өзінің қандай себеппенен оған қолын тигізгенін, һәм сол уақытта қалай шипа тапқанын бүткіл халық алдында айтып берді. Иса оған: «Қызым, сенімің сені құтқарды. Тынышлықпенен бара бер», деді. Иса осы сөздерді айтып тұрғанда, мәжілісхана басшысының үйінен біреу келіп Яирға: «Қызыңыз өлді, енді ұстаздың тынышын алмаң», деді. Бірақ Иса бұны естіп оған: «Қорқпа, тек сен, қызың шипа табады», деді. Иса үйге келгенде, Петр, Юхан, Яқып һәм қыздың ата-анасынан басқа ешкімнің өзіменен бірге ішке кіруіне рұқсат бермеді. Әмме қызды азалап, жылап тұрған еді. Бірақ Иса: «Жыламаңлар, ол өлген жоқ, тек ұйықтап жатыр», деді. Олар қыздың өлгенін біліп, Исаның үстінен күлді. Иса қыздың қолынан ұстады да, дауыслап: «Қызалақ, орныңнан тұр», деді. Қыздың жаны қайтып кіріп, ол дәрі орнынан тұрды. Иса оған жеу үшін бір нәрсе беруді тапсырды. Қыздың ата-анасы аң-таң болды. Бірақ Иса оларға болған уақия хақында ешкімге айтпауын бұйырды. Лука жазған хош хабар, 9 бап. Иса қасына 12 елшісін шақырып алып, оларға барлық жиллерді қуып шығаруға, һәм ауруларға шипа беруге күш һәм билік берді. Құдай патшалығын жариялап, ауру адамларға шипа беру үшін оларды жіберіп, Иса былай деді: «Жолға еш нәрсе, таяқта, қалтада, нанда, ақшада, артық киімде алмаңлар. Қайсы үйге кірсеңлер де, ол жерден кеткеніңізше сол үйде болыңлар. Егер бір қалада сіздерді қабыл алмаса, сол қаладан шығып баратырып, оларға ескерту ретінде аяқларыңыздағы шаңды қағып кетіңдер». Шәкіртлер жолға шықты. Олар һәмме жерде хош хабарды жариялады, һәм ауруларға шипа беріп, ауылларды аралап жүрді. Өлке хүкімдары Хирод болып атырған барлық уақиялар хақында естіп, тынышсызланып қалды. Себебі кейбіреулер: «Яхия өлімнен қайта тіріліпті», десе, басқалар: «Илияс пайда болыпты», деп, және біреулер: «Бұрынғы пайғамбарлардың бірі тіріліпті», дейтұғын еді. Ал Хирод: «Яхияның басын кестірген едім ғой. Енді мынадай істерді істеп адыр деп, мен есткен адам кім болды екен?» деп, Исаны көрудің жолын ізлестірді. Елшілер қайтып келіп, істеген һәмме істері хақында Исаға айтып берді. Иса өзіменен бірге тек оларды ғана алып, Бетсайда деп аталған қалаға кетті. Бірақ халық бұны біліп, Исаның ізінен келді. Иса оларды жақсы қабыл алып, оларға Құдай патшалығы хақында айтты. Һәм шипаға мұқтаж адамларға шипа берді. Күн кеш бола бастағанда, 12 елшісі Исаның алдына келіп: «Халықты жібер, атраптағы ауыл иратларға барып, күнейтұғын жерменен азық ауқат тапсын. Өйткені біздер бір елсіз жердеміз ғой», деді. Бірақ Иса оларға: «Оларға сіздер ауқат беріңдер», деді. «Біздер барып, сонша адамға азық сатып алмасақ, 5 нан менен 2 балықтан басқа еш нәрсеміз жоқ», деді шәкіртлері. Себебі ол жерде 5000-ға шамала сиыр адам бар еді. Иса шәкіртлеріне: «Оларды 50-50-ден топқа бөліп отырғызыңлар», деді. Шәкіртлері солай істеп, һәммесін жерге отырғызды. Иса 5 нан менен 2 балықты алды да, аспанға қарап, олар үшін Құдайға шүкірлік етті. Оларды сындырып, халыққа тарқату үшін шәкіртлеріне берді. Һәмме жеп тойды. Ауысқан бөлеклерін жинап, үлкен 12 себет толтырды. Күнлердің бірінде Иса аулақ жерде дуа етіп тұрғанда, шәкіртлері де оның менен бірге еді. Иса олардан: «Халық мені кім деп санайды?» деп сұрады. Шәкіртлері жауап беріп,
былай деді: шомылдырушы Яхия деп санайды, ал базылары Ильяс. Және басқалары бұрынғы пайғамбарлардың бірі тіріліп келіпті деседі. Иса олардан: ал сіздер мені кім деп санайсыздар? деп сұрады. Петр оған: сен Құдайдың жіберген Масихысың, деп жауап берді. Иса бұл туралы ешкімге айтпауларын оларға қатаң ескертті де: адам ұлы көп азап шегіп, ақсақаллар, бас руханилер һәм діни мұғалімлер тарапынан қабыл алынбай, өлтірілуі, һәм үшінші күні қайта тірілуі тиіс. деді. Сонда Иса һәммеге былай деді: кім маған ергісі келсе, өзінен кешсін, һәм һәр күні өз атанақ ағашын арқалап, менің ізіме ерсін. Кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кім өз жанын мен үшін жоғалтса, ол оны сақлап қалады. Егер адам бүткіл дүнияны иелегеніменен өз жанын жойтып, өзіне зиян келтірсе, бұнан оған не пайда? Кім менен һәм менің сөздерімнен арланса, адам ұлы да өзінің, әкесінің һәм мұқаддес періштелердің салтанатында келгенде, оннан арланады. Сіздерге шынын айтамын, бұл жерде тұрғанлардың кейбіреулері Құдай патшалығын көрмегенше өлмейді. Бұл сөздерді айтқаннан соң 8 күндей өткенде, Иса, Петр, Юхан һәм Яқупты қасына алып, дуа ету үшін тауға шықты. Иса дуа еткенде, оның түр-түсі өзгерді. Киімдері де аппақ түске еніп, жарқырап кетті. Сонда екі ер адам оның менен сөйлесіп тұрған еді. Олар Муса менен Ильяс еді. Олар ұлы салтанат менен көрініп, Исаның жақында Иерусалим қаласында дүниядан өтіп, Құдайдың еркін орынлауы тиіс екені хақында сөйлесті. Ал Петр менен оның қасындағыларды күшлі ұйқы басқан еді. Олар оянып кетіп, Исаның ұлылығын һәм оның менен тұрған екі ер адамды көрді. Олар Исаның жанынан кете баслағанда, Петр Исаға: ұстаз, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біздер 3 қос құрайық. Біреуін саған, біреуін Мусаға, біреуін Ильясқа, деді. Ол не айтқанын өзі білмеді. Петр осыларды айтып тұрғанда, бір бұлт пайда болып, оларды қаплады. Шәкіртлер бұлт ішіне кіргенде қорқысып қалды. Сонда бұлттан: ол менің таңлап алған ұлым, оның айтқанын тыңлаңлар, деген саза естілді. Дауыс тынып қалғаннан соң, Исаның жалғыз өзі қалды. Шәкіртлері тіс жарып, көргенлері хақында сол күндері ешкімге айтпады. Келесі күні олар таудан түскенде, Исаны көп халық күтіп алды. Күтілмегенде халық арасынан біреу бақырып: ұстаз, сенен өтініп сұраймын. Менің балама бір нәзер сала көр. Ол менің жалғыз балам еді. Баламды жауыз рух тұтқанда, ол бірден қышқырып жібереді. Жауыз рух оны қалтыратып, аузынан көбік ағызады да, азаплап болғаннан соң, зорға дегенде оннан кетеді. Мен сенің шәкіртлеріңнен жауыз рухты қуып шығаруды өтінген едім. Бірақ олардың қолынан келмеді, деді. Иса жауап беріп: әй, сен бейтұғын адасқан әулат, мен қашанға дейін сіздерменен бірге болып, сіздерге шыдаймын. Балаңды бұл жерге алып кел, деді. Бала кетірганда, жын оны жерге жығып, қалтырата баслады. Бірақ Иса жауыз рухқа тыйым салып, балаға шипа берді, һәм оны әкесіне тапсырды. Һәмме Құдайдың ұлылығына таң қалысты. Халық Исаның барлық істеріне хайран қалысып тұрғанда, Иса өз шәкіртлеріне: мына сөздерімді құлақларыңызға құйып алыңлар. Адам ұлы адамлардың қолына ұстап беріледі, деді. Бірақ олар бұл сөздің мәнісін түсінбеді. Оның мәнісі оларға жасырын болғандықтан, олар оны ұға алмады. Ал бұл сөз туралы Исадан сұрауға қорқты. Шәкіртлер өзара қайсы біріміз ұлымыз деп тартыса баслады. Иса олардың кеулеріндегі ойды біліп, бір кішкене баланы алды да, оны жанына қойып, оларға былай деді: кім бұл баланы менің атым үшін қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады. Ал кім мені қабыл етсе, оның мені жібергенді қабыл еткені болады. Өйткені араңызда кім ең кішкене болса, сол ең ұлы болады. Сонда Юхан: ұстаз,
сенің атың менен жүнлерді қуып шығарып жүрген бір адамды көрдік. Бірақ ол біздер менен бірге саған ермегендіктен оған тыйым салдық. Деді. Иса Юханға: Оған тыйым салмаңлар. Себебі кім сіздерге қарсы болмаса, ол сіздердің тариптарыңыз. Деді. Исаның бұл дүниядан аспанға алынатұғын күндері жақындағанда, ол Иерусалимге баруға қарар етті. Ол алдынан хабаршыларын жіберді. Олар барып, Исаның келуіне таярлық көру үшін Самарияның бір ауылына кірді. Бірақ Иса Иерусалимге қарай баратырғанлықтан ол жерде оны қабыл етпеді. Шәкіртлері Яқып пенен Юхан бұны көріп: «Ием, бұларды жоқ қылып жіберу үшін аспаннан от суын бұйыруымызды қалайсың бе?» деді. Бірақ Иса бұрылып, оларға кейді. Соңынан олар басқа ауылға кетті. Олар жолда кетірганда, біреу Исаға: «Сен қаяққа барсаң да, мен саған еремін», деді. Иса оған: «Түлкілердің інлері, аспандағы құстардың ұялары бар. Бірақ адам ұлының бас паналайтын орны да жоқ», деді. Ал басқа біреуіне: «Менің ізіме ер», деді. Бірақ ол: «Ием, тәсіліп барып, әкемді жерлеуіме рұқсат ет», деді. Иса оған: «Өз өлгенлерін жерлеуді өлілерге қалдыр. Ал сен барып, Құдайдың патшалығы туралы жарияла», деді. Және біреу Исаға: «Ием, мен сенің ізіңе еремен, бірақ дәслеп үй ішім менен қошласып келуіме рұқсат ет», деді. Бірақ Иса оған: «Атызы сүруді баслап артына қарай беретін адам Құдайдың патшалығына лайықлы емес», деді. Лука жазған хош хабар, 10 бап. Бұнан кейін иеміз Иса басқа 72 шәкіртін таңлап алып, өзі барғысы келіп жүрген әр бір қалаға һәм орынларға оларды екеуден өзінен бұрын жіберіп атырып, былай деді: «Орылатқын егін көп, бірақ жұмысшылар аз. Сондықтан жүрәттің иесі болған иемізден өзінің атызына егінді оратуын жұмысшылар жіберуін дуа етіп сораңлар. Барыңлар, міне, мен сіздерді қосыларды қасқырлардың арасына жібергендей жіберіп атырман. Шыжлан да, дорба да, аяқ киім де алмаңлар. Жолда ешкімге сәлем де бермеңлер. Қайсы үйге кірсеңлер де, дәслеп, бұл үйде аманлық болсын деп сәлем беріңлер. Егер сол үйде аманлықты сүйуші адам болса, сіздер тілеген аманлық сол адамда қалады. Ал егер болмаса, өздеріңізге қайтады. Сол үйде қалып, берген ішіп жеңлер. Өйткені минет еткен адам өз минет хақысына лайықлы. Үйден үйге көшіп жүрмеңлер. Егер қандайда бір қалаға келгеніңізде, сіздерді қабыл етсе, берген жеңлер. Сол жердегі ауру адамларға шипа беріп, оларға сіздерге Құдай патшалығы жақынлады деңлер. Бірақ қандайда бір қалаға келгеніңізде, сіздерді қабыл етпесе, көшеге шығып, қалаңыздан аяқларымызға жұққан шаңды да сіздерге ескерту ретінде қағып таслаймыз. Бірақ біліп қойыңлар, Құдай патшалығы жақынлады деп айтыңлар. Сіздерге айтатұғыным, үкім шығарылатын қиямет қайым күні Содом қаласының ауқалы сол қаланың ауқалынан жеңілірек болады. Әсіретші сен Харазин, әсіретші сен Бетсайда. Егер сіздерде істенген караматлар Тир һәм Сидон қалаларында істенгенінде, олар әлдеқашан бетін тырнап, шашын жұлып қайғырып, тәубе етер еді. Бірақ үкім шығарылатын қиямет қайым күнінде Тир менен Сидонның ауқалы сіздердің ауқалыңыздан жеңілірек болады. Әй сен, Капарнахум, аспанға көтерілесің бе? Яқ, дозаққа құлатыласаң. Иса шәкіртлеріне және былай деді: Кім сіздерді тыңласа, оның мені тыңлағаны болады. Кім сіздерді қабыл алмаса, оның мені қабыл алмағаны болады. Ал кім мені қабыл алса, оның мені жібергенді қабыл алғаны болады. Исаның 72 шәкірті қуанышпенен қайтып келіп: «Ием, сенің атыңды тілге алсақ, жиллер де біздерге бойсынады», деді. Иса оларға: «Шайтанның жылдырым сияқлы аспаннан түскенін көрдім. Мінекей, мен сіздерге жыланлар менен шаянларды аяқасты қылып, дұшпанның бүткіл күш құдіретін жеңуге билік бердім. Сіздерге еш нәрсе зиян тигізе алмайды. Бірақ жауыз ұрықлардың сіздерге бойсынғанына емес,
ал аттарыңыздың аспанда жазылғанына қуаныңлар. Деді. Сонда Иса мұқаддес рухтан шатланып былай деді. О, әке, аспан һәм жердің иесі, бұларды даналардан һәм ақыллардан жасырып, нәрестедей адамларға ашып білдіргенің үшін сені мақтайман. Ауа әке, себебі сенің қалеуің ұсында еді. Маған һәммесі әкемнен берілген. Олдың кім екенін әкеден басқа ешкім білмейді. Әкенің кім екенін де тек қана ұлы һәм ұлы таңлап ашып білдіргісі келгендер ғана біледі. Соңынан Иса бұрылып, шәкіртлеріне аулақта былай деді. Сіздердің көріп атырғаныңызды көріп тұрған көздер бақытлы. Менің сіздерге айтатыным, қаншама пайғамбарлар менен патшалар сіздердің көргенлеріңізді көргісі келген еді, бірақ көрмеді. Ескенлеріңізді ескісі келген еді, бірақ естпеді. Сонда бір низам мұғалімі орнынан тұрып, Исаны сынап көру үшін оннан: «Ұстаз, мәңгілік өмірді алуым үшін не қылуым керек?» деп сұрады. Иса оған: «Мұқаддес низамда не деп жазылған? Сен оны қалай түсінесің?» деді. Ол жауап беріп: «Ең болған Құдайды бүткіл жүрегің, бүткіл жаның, бүткіл күшің, һәм бүткіл ақыл ойыңменен сүй, және де өзіңді сүйген сияқылы жақыныңды да сүй» делінген. Деді. Иса оған: «Дұрыс жауап бердің. Осылай істе, сонда жасайсың» деді. Бірақ ол өзін ақлағысы келіп Исадан: «Менің жақыным кім?» деп сұрады. Иса оған былай деп жауап қайтарды: «Бір адам Иерусалимнен Ерихоға кетіріп, қарақшылардың қолына түсіп қалыпты. Қарақшылар оның киімдерін шешіп алып, оны сабап, өлімші етіп тастап кетіпті. Сонда бір рухани сол жолменен жүріп, оны көріп, басқа жаққа бұрылып кетіпті. Бір левилі де сол жерге келіп, оны көріп, басқа жаққа бұрылып кетіпті. Бірақ сол жерден өтіп баратырған Самариялы бір адам ол жатырған жерге келіп, оны көргенде жаны ашыпты. Һәм жанына барып, жарақаттарын май һәм шараппенен жуып таңыпты. Оны ешегіне мінгізіп, мейманханаға алып келіп, оған қамқорлық көрсетіпті. Ертеңіне 2 динар шығарып, мейманхана иесіне беріпті де: «Оған жақсылап қара. Егер бұнан артық қаражат шығарсаң, қайтып келгеннен соң төлеймін» депті. Енді осы үшеуінің ішінде қайсысы қарақшылардың қолына түскен адамның жақыны болады деп ойлайсың? Низам мұғалімі: «Оған мейірімділік көрсеткені» деді. Иса оған: «Бар, сен де осылай істе» деді. Олар жол жүріп кетірганда Иса бір ауылға кірді. Бұл жерде Марта атлы бір аял оны үйіне қабыл етті. Мартаның Мариям деген сіңлісі бар еді. Ол Исаның аяқ бетінде отырып, оның сөздерін тыңлады. Ал Марта қонақ күтуменен бәнд болды. Ол Исаға келіп: «Ием, сіңлімнің һәмместі менің бір өзіме қалдырғанына қарамайсаң ба? Оған айт, маған жәрдемлессін» деді. Бірақ Иса оған жауап беріп: «Марта, Марта, сен көп нәрселерді уайымлап, тәшвишленесің. Тек бір нәрсе ғана зәрур ғой. Мәриям дұрыс жол таңлады. Бұл оннан тартып алынбайды» деді. Лука жазған қош хабар 11 бап. Күнлердің бірінде Иса бір жерде дуа етіп тұрған еді. Дуа етіп болғаннан соң шәкіртлерінің бірі оған: «Ием, Яхия өз шәкіртлеріне дуа етуді үйреткеніндей, сен де біздерге дуа етуді үйрет» деді. Иса оларға былай деді: «Дуа еткеніңізде былай деңдер: Әке, сенің атың мұқаддес бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Біздерге әр күні күнделікті нанымызды бере көр. Күнәларымызды кешіре көр. Өйткені біздер де өздерімізге күнә қылған әрбір адамды кешіреміз. Біздердің азғырлуымызға жол қойма». Иса оларға және былай деді: «Айтайық, араңыздағы біріңіздің досы бар. Ол ярым ақшамда досына барып: «Достым, маған қарызға 3 нан беріп тұр. Себебі сапарда жүрген бір достым келіп еді. Оның алдына қоятығын еш нәрсем жоқ» депті. Сонда досы іштен: «Менің тынышымды алма. Есігім бекілеулі. Балаларым да менің бірге төсекте жатыр. Орнынан тұрып, саған еш нәрсе бере алмаймын»
деп жауап беріпті. Бірақ сіздерге айтатуыным, орнынан тұрып, досты болғаны үшін сораған бермесе де, ізіне қалмай сорағаны себеплі ол орнынан тұрып, қанша сораса сонша береді. Сондықтан сіздерге айтатуыным, сораңлар, сіздерге беріледі. Іздеңлер, табасыздар. Есікті қағыңлар, ол сіздерге ашылады. Өйткені сораған әрбір адам алады. Іздеген табады. Есік қаққанға ашылады. Араңызда қайсы әке баласы балық сораса, оған балық орнына жылан береді. Мәйек сораса, оған шаян береді. Солай етіп, өздеріңіз жаман бола тұра, өз балаларыңызға жақсы сыйлар беруді білсеңіз, аспандағы әке де өзіне сорағанларға мұқаддес ұрықты беруі сөзсіз. Бір күні Иса бір адамнан үңілек ішінде қуып шығарды. Жин шыққаннан соң, үңілек адам сөйлей баслағанда, халық қайран қалды. Бірақ олардың кейбіреулері: Ол жинлердің баслығы Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығарып жүр десті. Ал басқалары Исаны сынап көрмекші болып, аспаннан караматлы белгі көрсетуін талап етті. Бірақ Иса олардың ойларын біліп, былай деді: Өзара қарсы болып бөлінген әрбір патшалық жоқ болады. Өзара қарсы болып бөлінген әрбір үй құлайды. Егер шайтан өзара қарсы болып бөлінсе, оның патшалығы қалай сақланады? Сіздер мені жинлерді Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығарып жүр дейсіздер. Егер мен жинлерді Белзебул шайтанның күшімен қуып шығаратын болсам, онда сіздердің шәкіртлеріңіз оларды кімнің күшімен қуып шығарып жүр? Солай етіп, олар сіздердің надұрыс екеніңізді ашқаралайды. Бірақ егер мен жинлерді Құдайдың күшіменен қуып шығарып атырған болсам, онда сіздерге Құдай патшалығының жетіп келгені. Тіс тырнағына дейін құралданған бір күшлі адам өз үйін қорғаса, оның мал мүлкі аман болады. Ал оннан да күшлірек біреу оған hüжім жасап, оны жеңсе, оның сенген барлық құралдарын тартып алып, олжасын бөлістіреді. Кімде-кім менің бірге болмаса, ол маған қарсы. Кімде-кім менің бірге жинамаса, ол шашады. Жауыз рух адамнан шыққаннан кейін сусыз жерлерді кезіп, дем алуға орын іздейді. Таба алмағаннан соң, ол шыққан үйме қайтайын дейді. Қайтып келгенде, үйдің тазаланып, һәм жиналып тұрғанын көреді. Сонда ол барып, өзінен де жауыз 7 ұрықты ертіп келеді де, кіріп, сол үйде тұрады. Солай етіп, сол адамның соңғы ауқалы бұрынғыдан да жаман болады. Иса осыларды айтып тұрғанда, халық ішінен бір хаял дауыслап, оған: Сені көтерген құрсақ, һәм сені емізген көкіректер қандай бақытлы деді. Бірақ Иса оған: Құдайдың сөзін тыңлап, оны орындаушылар оннан да бақытлы деді. Халық жиналып көбейіп отырғанда, Иса оларға былай деп айта бастады: Ол әулет жаман әулет. Ол караматлы белгі талап етпекте. Бірақ оған Юнустың караматлы белгісінен басқасы көрсетілмейді. Юнус Ниневия тұрғынлары үшін қандай белгі болса, адам ұлы да бұл әулет үшін сондай белгі болады. Құбладағы хаял патша хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде, осы әулеттің адамлары менен бірге тұрып, оны айыплайды. Себебі ол Сулайманның даналығын есту үшін жер бетінің арғы шетінен келген ғой. Бірақ бұл жерде Сулайманнан да ұлы біреу бар. Ниневия тұрғынлары хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде осы әулетпенен бірге тұрып, оны айыплайды. Өйткені Юнус жариялағанда олар тәубе еткен ғой. Бірақ бұл жерде Юнустан да ұлы біреу бар. Ешкімде шыраны жағып, оны жасырын жерге, ямаса ыдыстың астына қоймайды. Керісінше кіргенлер жақтыны көрсін деп, оны шыра қойғышқа қояды. Көзің денеңнің шырағы. Егер көзің сау болса, бүткіл денеңде жарық болады. Егер көзің сау болмаса, денеңде бүткілдей қараңғы болады. Сондықтан да абайла, ішіңдегі жарық қараңғы болмасын. Егер бүткіл денең жарық болып, ешбір қараңғы жері болмаса, шыра сені өз нұры менен жақты қылған сияқты, денең бүткілдей жарық болады. Иса осы сөздерді айтып тұрғанда, бір парисей оны үйіне ауқатлануға шақырды. Иса оның үйіне кіріп, ауқатлануға отырды.
Исаның ауқаттан бұрын қол жумағанын көріп, Парисей таң қалды. Сонда иеміз оған: «Ей, парисейлер, сіздер табақ кесенің сыртын тазалайсыздар, бірақ өз ішіңіз нәпс қаулық һәм жауыздыққа толы. Ей, ақылсызлар, сыртын жаратқан, ішінде жаратқан емес пе? Жақсысы, ішіңіздегіден қайыр садақа беріңлер. Сонда сіздер үшін һәмме нәрсе таза болады. Хәсірет шегесіздер, парисейлер, сіздер жалбыз, иіслі шөп һәм әр түрлі палыз өнімлерінің 1/10 бересіздер. Бірақ әділдікке һәм Құдайдың сүйіспеншілігіне бейпарва қарайсыздар. Оны да істеп, оны да қалдырмауыңыз керек еді ғой. Хәсірет шегесіздер, парисейлер, сіздер мәжілісханаларда төрде отыруды, базарда өздеріңізге сәлем берілуін жақсы көресіздер. Сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер адамлар білмей үстілерінен басып өтетұғын белгісіз қабірлерге ұқсайсыздар. Деді. Сонда низам мұғалімлерінің бірі Исаға: «Ұстаз, сен бұл сөздерді айтып, біздерді де қапа қалып атырсаң?» деді. Бірақ Иса: «Сіздерде хәсірет шегесіздер, низам мұғалімлері. Өйткені сіздер көтеріп жүруге қиын жүклерді адамларға артып, өздеріңіз оларды көтерісуге бармаңызды да қозғамайсыздар. Сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі сіздер ата бабаларыңыз өлтірген пайғамбарларға мазарлар орнатасыздар. Солай етіп, сіздер ата бабаларыңыздың істерін мақұллап, оларды дәлелейсіздер. Олар пайғамбарларды өлтірген еді, ал сіздер оларға мазарлар орнатасыздар. Сондықтан да Құдайдың даналығы былай деген: мен оларға пайғамбарлар менен елшілерді жіберемен. Олар кейбіреулерін өлтіріп, кейбіреулерін қуғын қылады. Сол себептен Абылдың қанынан бастап, құрбанлық шалынатын орынменен ібадатхана арасында өлтірілген Зекирияның қанына дейін, дүния жаратылғаннан бері төгілген барлық пайғамбарлардың қаны осы әулеттен талап етіледі. Ауа, сіздерге айтатуным, осы әулеттен талап етіледі. Хәсірет шегесіздер, низам мұғалімлері. Өйткені сіздер құтқарылу хақында білім қапысының кілтін тартып алдыңлар. Бұл қапыдан өздеріңізде кірмедіңлер. Кірмекші болғанларға да тосқылық жасадыңлар. Деді. Иса сол жерден кетіп бара тұрғанда, ашуланған діни мұғалімлері менен парисейлер оны қысқаға алып, көп сұрауларға жауап беруге мәжбүрледі. Олар Исаны сөзінен тұтып айыплау үшін оны аңлады. Лука жазған хош хабар, 12 бап. Соның арасында көп мыңлаған адамлар жиналып, бір-біріне тығылысып тұрды. Иса алдыменен өз шәкіртлеріне сөз баслап, былай деді: «Парисейлердің аштықсынан, яғни 200-ліктен сақ болыңлар. Ашылмайтын ешқандай сыр, білінбейтін ешқандай жасырын нәрсе жоқ. Сондықтан қараңғыда айтқаныңыз жақтыда естіледі. Бекітулі қапы артында құлаққа сыбырлап айтқаныңыз тамлардың төбесіне жарияланады. Менің сіздерге, достарыма айтатуным, денені өлтірсе де, бұндан соң басқа еш нәрсе істей алмайтұғылардан қорқпаңлар. Бірақ кімнен қорқуыңыз керек екенін айтайын. Өлтіргеннен кейін дозаққа таслауға құдіреті күшлі Құдайдан қорқыңлар. Ауа, сіздерге айтатуным, оннан қорқыңлар. 5 шымшық 2 тиынға сатылмай ма? Солай болса да, олардың еш бірінде Құдай ұмытпайды. Бастарыңыздағы шаштардың бәрі де Құдайға санаулы. Сондықтан қорқпаңлар. Көп шымшықтардан сіздер қымбаттырақсыздар ғой. Сіздерге айтатуным, кімде-кім мені адамлар алдында тән алса, адам ұлы да оны Құдайдың періштелерінің алдында тән алады. Ал кімде-кім мені адамлар алдында тән алмаса, оның өзі де Құдайдың періштелерінің алдында тән алынбайды. Адам ұлына қарсы бір сөз айтқан әр бір адам кешіріледі. Бірақ мұхаддис ұрыққа тіл тигізген адам кешірілмейді. Сіздерді мәжілісханаларға, басшыларға һәм хәкімлерге апарғанда, қалай жауап беруді ямаса не айтуды қайғырмаңлар. Себебі не айту керек екенін сіздерге сол уақытта мұхаддис рух үйретеді. Халық арасынан біреу Исаға: «Ұстаз, ажағама айт, мирасты менің бөлсін», деді. Иса оған: «Кім мені сіздерге қазы ямаса мирастарды бөлуші етіп қойды?» деді. Соңынан халыққа: «Абайлаңлар, дүния қорлықтан сақ болыңлар.
Өйткені адамның өмірі оның мал мүлкінің көптігіне байланысты емес. Деп, оларға мынадай тымсал келтірді. Бір бай адамның егістік жері мол зұрат беріпті. Ол өз-өзіне не істесем екен? Өнімлерімді жинап қоятын жерім жоқ деп пікір жүргізіпті. Соңынан бұлай істеймін. Ғаллеханаларымды бұзып, оларды үлкейтіп саламан. Һәм сол жерге барлық ғаллем менен мал мүлкімді жинап қояман. Соңынан өз жаныма бұлай деймін. Жаным, көп жылға жететін мол дүнияң бар. Енді демал, ішіп жеп, кеуіліңді қошла депті. Бірақ Құдай оған, ей ақмақ, бүгін түнде сенің жаның алынады. Сонда сенің жинап тергелерің кімге қалады депті. Өзі үшін байлық жинап, Құдай алдында сықмар болған адамның ауқалы ұсындай болады. Иса шәкіртлеріне бұлай деді. Сондықтан сіздерге айтатыным, не жейміз деп жаныңыз үшін, не киеміз деп денеңіз үшін тәшвишленбеңдер. Жан ауқаттан, дене киімнен артық қой. Қарғаларға қараңлар. Олар екпейді де, ормайды да. Олардың я дән сақлағышлары, я ғаллеханалары жоқ. Бірақ Құдай оларды асырайды. Ал сіздер құслардан қаншалық қымбатлысызлар. Тәшвишлену себеплі кім сіздердің араңызда өз өмірін бір сағатқа болса да ұзайта алады. Егер ұсындай кішкене нәрсе қолыңыздан келмесе, басқа нәрселер хақында тәшвишленудің неге керегі бар? Лилия гүлдерінің қалай өсіп тұрғанына қараңлар. Олар минетті етпейді, жепте иірмейді. Бірақ сіздерге айтатыным, Сулайман да өзінің сән салтанатында ұсылардың біреуіндей сәнлі киінбеген еді. Егер бүгін далада өсіп тұрғаны менен, ертең ошаққа тасыланатын шөпті Құдай ұсылай киіндірсе, сіздерді олардан да артық киіндірмес педі, әй сенімі азлар. Сондықтан да не ішіп, не жейтініңізді ізлеп тәшвишленбеңдер. Себебі ұсылардың бәрін бұл дүнияның бұтқа табынушылары ізлеп жүреді. Сіздердің ұсыларға мүтәш екеніңізді әкеңіз біледі. Оның орнына Құдай патшалығын ізлеп жүріңдер. Сонда бұлар сіздерге қосымша етіп беріледі. Әй, кішкене пада, қорпа. Әкеңіз сіздерге патшалықты беруді мақұл тапты. Мал мүлкіңізді сатып, қайыр садақа беріңдер. Өздеріңізге тозбайтын қалта іслеп, аспанда таусылмайтын ғазине жинаңлар. Ол жерге ұры да жақынламайды, күйі де түсіп жемейді. Өйткені байлықларыңыз қай жерде болса, кеуілдеріңіз де сол жерде болады. Беллеріңіз буылы болып, шыраларыңыз жанып тұрсын. Қожайыны неке тойдан қайтып келіп, есікті қаққанда, оған дәру ашу үшін күтіп тұрған қызметшілердей болыңлар. Қожайыны келгенде олардың сергек болып тұрғанын көрсе, сол қызметшілер қандай бақытлы. Сіздерге шынын айтаман. Ол белін буып, қызметшілерін отырғызып, өзі оларға қызмет етеді. Егер қожайыны түн ортасында, ямаса таң атқанда келіп, қызметшілерінің ояу тұрғанын көрсе, онда сол қызметшілер қандай бақытлы. Мынаны біліп қойыңлар. Егер үй иесі ұрының қашан келетінін білсе, ол үйіне ұрының бұзып кіруіне жол қоймас еді. Сіздерде таяр болып тұруыңыз шарт. Себебі адам ұлы сіздер ойламағанда келеді. Сонда Петр: Ием, сен бұл тұмсалды тек біздерге айтып атырсаң ба, ямаса әммеге ме? Деді. Иеміз бұлай деді. Иесі үй ішіндегілерге тиісті ауқатын уақытында берсін деп, олардың үстінен тайынлаған сенімлі һәм ақылы үй басқарушы кім? Иесі келгенде оның солай істеп атырғанын көрсе, сол қызметші қандай бақытлы. Сіздерге шынын айттырман. Иесі оны өзінің бүткіл мал мүлкін басқарушы етіп тайынлайды. Егер сол қызметші ішінен ием тез келе қоймас деп, малайлар һәм шорларды сабап, ішеп жеп, мәш бола бастаса, онда сол қызметшінің иесі күтпеген күні һәм ойламаған уақытта келіп, оны аяусыз жазалап, сенбейтін олардың ауқалына салады. Иесінің еркін білсе де таяр тұрмаған, оның еркі бойынша іс тұтпаған қызметші көп таяқ жейді. Ал оның еркін білмеген һәм жазаға туралы іс істеген қызметші аз таяқ жейді. Кімге көп берілген болса, онан көп талап етіледі. Кімге көп сенім тапсырылса, онан көбірек соралады. Мен дүния жүзіне от салуға келдім. Оның хәзірақ жалылап кетуін қаншелі қалер едім. Мен жүда ауыр азап хәсіретті басымнан кешіруім тиіс. Бұл орынланғанша қаншелі қиналаман.
мені жер жүзіне татулық әкелген деп ойлап атырсыз ба? Яқ, деймен сіздерге, алауыздық әкелгенмен. Өйткені бұннан былай, бір үйде 5 адам болса, олар өзара бөлінеді. Үшеуі екеуіне қарсы, екеуі үшеуіне қарсы болады. Әкесі баласына, баласы әкесіне қарсы. Анасы қызына, қызы анасына қарсы. Қайненесі келініне, келіні қайненесіне қарсы болып бөлінеді. Соңынан Иса халыққа да былай деді. Сіздер батыстан бір бұлттың көтерілгенін көргеніңізде, дәру жауын жауады дейсіздер. Һәм сондай болады да. Құбыла самалы ескенде, күн ыссы болады дейсіздер. Һәм сондай болады да. Ей, екі жүзділер, жер һәм аспанның түсін анықлай алсаңлар да, неге қазіргі уақыттың райын анықлай алмайсыздар? Ненің дұрыс екенін неге өздеріңіз шеше алмайсыздар? Сен өз дауласың менен бірге басшының алдына баратырғаныңда, жолда оның менен жарасуға тырыс. Олай етпесең, ол сені қазының алдына апарады. Қазы сені қызметкерге тапсырады, ал қызметкер сені қамап тастайды. Саған айтатыным, соңғы тиыныңды төлеп тауыспағаныңша, ол жерден еш шыға алмайсың. Лука жазған хош хабар, 13-ші бап. Сол уақытта кейбіреулер Исаға келіп, Пилаттың галилалыларды өлтірткені һәм олардың қанын өздері сойған құрбанлықтары менен араластырып таслағаны хақында айтып берді. Иса оларға: Сіздер осындай апатқа ұшыраған үшін бұл галилалылар басқа барлық галилалылардан күнәлірек деп ойлайсыздар ма? Яқ, деймен сіздерге, егер тәубе етпесеңдер, һәммеңізде осылай набыт боласыздар. Үстілеріне Силоам мінарасы құлап өлген 18 адам, Иерусалимде жасаушы адамлардың һәммесінен айыптырақ еді деп ойлайсыздар ма? Яқ, деймен сіздерге, егер тәубе етпесеңдер, һәммеңізде осылай набыт боласыздар. Деді. Соңынан Иса мынадай тымсал айтып берді. Бір адамның жүзім бағында егілген әнжір ағашы болыпты. Адам онынан мейве алу үшін келіпті, бірақ таба алмапты. Сонда ол бағманға: міне, мен 3 жылдан бері бұл әнжір ағашынан мейве алу үшін келемін, бірақ таба алмаймын. Оны шауып таста. Неге ол босқа орын иелеп тұр депті. Бірақ бағман оған жауап беріп: қожайын, оны биылда қалдырың. Мен оның атрапын қазып қайтөгейін. Мүмкін ендігі жылы мейве беріп қалар. Егер бермесе, шауып тастарсыз депті. Бір демалыс күні Иса мәжілісханалардың бірінде тәлім беріп отырған еді. Сол жерде 18 жылдан бері ауру рухынан қиналған бір хаял бар еді. Ол екі бүкіленіп қалған болып, бойын еш түк ұслай алмас еді. Иса оны көріп, жанына шақырып алды да оған: хаял, сен дәртіңнен азат боласың деп, оның үстіне қолларын қойғанда, хаял сол уақытта бойын тіклеп, Құдайға алғыслар айта бастады. Сонда мәжілісхана басшысы Исаның дем алыс күні шипа бергеніне ашуы келіп, халыққа: жұмыс істеу үшін 6 күн бар. Шипа алуға дем алыс күні емес, ал сол күнлер келіңлер, деді. Еміз Иса оған былай деп жауап берді: Ей, екі жүзділер, демалыс күні әр біріңіз өгізіңізді, ямаса ешеңізді қорадан шешіп алып, суғаруға апармайсыз ба? 18 жылдан бері шайтан байлап қойған Ибраимның мына қызын демалыс күні бұл байлаудан азат қылу керек емес пе еді? Иса осы сөздерді айтқанда оған қарсылық көрсеткендердің һәммесі ұялып қалды. Ал бүткіл халық оның барлық ұлы істеріне қуанды. Соңынан Иса: Құдай патшалығы неге ұқсайды? Оны неге мегзетейін? Ол бір адамның алып, өз бағына еккен қышқыл тұқымына ұқсайды. Ол өсіп, терек болады, һәм шақаларына аспан құстары ұшып келіп, ұя салады. Деді. Иса және былай деді: Құдай патшалығын неге ұқсатайын? Ол бір хаялдың алып, барлық қамыр ашығанша, 3 тамыр ұнға араластырған ашқысына ұқсайды. Иерусалимге қарай жол алған Иса қала һәм ауылдарды аралап тәлім беріп жүрді. Бір адам Исадан: Ием, тек аз ғана адам құтқарыла ма? деп сұрады. Сонда Иса халыққа былай деді: Тар қапыдан кіруге бар күшіңізді салыңлар. Себебі сіздерге айтатыным, көптер кіруге тырысады, бірақ кіре алмайды. Үйдің иесі тұрып, қапыны жауып тастағанда, сіздер сыртта тұрып,
қапыны қаға бастап, ием, біздерге қапыны аш дейсіздер. Бірақ ол сілерге, мен сілерді танымайман, һәм қаяқтан келгеніңізді білмеймін деп жауап береді. Сонда сіздер, біздер сенің көз алдыңда ішіп жедік, сен біздердің көшелерімізде тәлім беретін едің ғой, деп айтасылар. Бірақ ол, сіздерге айтатыным, мен сіздерді танымайман, һәм қаяқтан келгеніңізді білмеймін. Ей, жаманлық қылушылардың әммесі менен аулақ кетіңдер дейді. Сіздер Ибраимды, Исақты, Яқыпты, һәм барлық пайғамбарларды Құдай патшалығында, ал өздеріңіздің сыртқа қуып шығарылғаныңызды көргеніңізде жылап, пұшайман жейсіздер. Шығыстан һәм батыстан, арқадан һәм құбладан адамлар келіп, Құдай патшалығында дастұрхан атырабына отырады. Міне, сонда соңғылардың кейбіреулері біріншілер, ал біріншілердің кейбіреулері соңғылар болады. Сол уақытта бірнеше фарисейлер келіп Исаға: "Бұл жерден кет, Хирод сені өлтірмекші", деді. Иса оларға былай деді: "Барып, сол түлкіге айтыңлар. Мен бүгін һәм ертең жіндерді қуып шығарып, ауруларға шипа беремін. Ал үшінші күні ісімді жұмақлайман. Солай болса да, мен бүгін, ертең һәм арғы күні өз жолыммен жүруім керек. Өйткені ешбір пайғамбарға Иерусалимнен басқа жерде өлуге болмайды. Ох, Иерусалим, Иерусалим, пайғамбарларды өлтіруші, Құдайдың саған жібергенлерін таспені ұрушы қала. Өз шөжелерін қанатының астына алған мәкен сияқлы. Мен де сенің балаларыңды неше рет жинамақшы болдым. Бірақ сіздер қалемедіңдер. Міне, үйіңізді Құдай таслап кетіп, ол қаңырап қалады. Сіздерге айтатыным, иеміздің атынан келуші жарылқанған деп айтқанларыңызға дейін мені көрмейсіздер. Лука жазған қош хабар, 14-ші бап. Бір демалыс күні Иса фарисейлердің бір басшысының үйіне ауқатқа келгенде, әмме оны бақылап отырды. Сонда сарсық кеселден азап шеккен бір адам Исаның алдына келді. Иса діни мұғалімлер менен фарисейлерден: "Демалыс күні ауру адамға шипа беру низамға туыры келе ме, ямаса туыры келмей ме?" деп сұрады. Олар үндемеді. Сонда Иса сол адамға қолын тигізіп шипа берді де, қайтарып жіберді. Соңынан оларға былай деді: "Араңыздағы біріңіздің баласы, ямаса өгізі құдыққа түсіп кетсе, демалыс күні болуына қарамастан, оны дәру шығарып алмай ма?" Олар Исаның бұл гәпіне жауап бере алмады. Қонақлардың өзлеріне төрдегі ордылардан таңлап атырғанын көрген Иса оларға мынадай бір тымсал айтты: "Сені біреу неке тойына шақырғанда, төрдегі орынға отырма. Шақырылғанлар арасында сеннен де сыйлырақ біреу болуы мүмкін. Олай етпесең, екеуіңізді де шақырған адам саған келіп, мына адамға орныңды бер десе, сен ұялып, есік беттегі орынға отыруға мәжбүр боласың. Сондықтан қонаққа шақырылғаныңда, барып есік беттегі орынға отыр. Сонда сені қонаққа шақырған адам жаныңа келіп: "Достым, төрге шығып отыр" дейді. Солай етсең, өзің менен отырған әрбір адамның алдында абырайға ие боласың. Себебі кімде-кім өзін жоғары тұтса, ол пәсілетіледі. Ал кімде-кім өзін пәс тұтса, ол жоғары болады. Соңынан Иса өзін шақырған үй иесіне: "Түскі ямаса кешкі зияпат бергеніңде, достарыңды, туысқанларыңды, ағайынларыңды, я бай қоңсыларыңды шақырма. Өйткені олай етсең, олар да сені қонаққа шақырып, саған қайтарады. Керісінше, зияпат бергеніңде жарлы, майып, ақсақ һәм соқырларды шақыр. Солай етсең, сен бақытлы боласың. Себебі олар саған қайтара алмайды. Бірақ хақ адамлар қайта тірілгенде, Құдай саған қайтарады", деді. Иса менен дастұрхан атрапында отырғанлардың бірі бұл сөздерді естіп оған: "Құдай патшалығында тұз татқан адам бақытлы", деді. Иса оған былай деді: "Бір адам үлкен зияпат беріп, көп қонақ шақырыпты. Ауқатланатын уақыт болғанда, келіңдер, әммесі таяр болды деп айту үшін мұрат етілгендерге өз қызметшісін жіберді. Бірақ әммесі ойласып қойғандай сылтау таба бастапты. Біріншісі оған: "Мен жер сатып алдым, соны барып көруім керек, өтінемін, мені кешір" депті. Ал екіншісі: "Мен 5 жұп өгіз сатып алдым,
соларды сынап көруге баратырман. Өтінемін, мені кешір депті. Үшіншісі де, мен тап жаңа үйлендім, сондықтан келе алмаймын депті. Қызметші қайтып келіп, бұлардың әммесін қожайынына айтып беріпті. Үй иесі ашуланып, қызметшісіне, тез бар да, қаланың үлкен кіші көшелерін аралап, жарлы, майып, соқыр һәм ақсақ адамларды бұл жерге алып кел деп бұйырыпты. Соңынан қызметші, қожайын, бұйырғанларыңызды орындадым, бірақ және де бос орын бар депті. Қожайын қызметшісіне, жолларға һәм ауыл сопақларына барып, адамларды бұл жерге келуге көндір. Сонда үйім адамларға толы болады. Өйткені сіздерге айтатыным, мұрат етілгендердің еш қайсысы да менің зияпатымнан тұз татпайды депті. Иса менен бірге көп халық жүрген еді. Иса оларға бұрылып былай деді: Кімде-кім маған келіп, ата-анасын, хаялын, балаларын, аға інісін, апа қарындастарын, хәтте өз өмірінде жек көрмесе, ол менің шәкіртім бола алмайды. Кімде-кім өз атанақ ағашын арқалап, менің ізімнен жүрмесе, ол менің шәкіртім бола алмайды. Араңыздағы біріңіз мінара құрмақшы болса, оны біткеру үшін ғареже жете ме деп, алдын алып отырып, есаплап шықпай ма? Олай етпесе, тикарын салып болып, құрып біткере алмай қалса, бұны көргенлер оның үстінен күліп, мына адам құруды бастап, біткере алмады дейді. Қайсы бір патша басқа патшаға қарсы ұрысқа шығажақ болса, өзімнің 10 мың әскерім менен кеатырған қарсыласымның 20 мың әскеріне қарсы тұра аламан ба деп, алдын ала отырып ойланып алмай ма? Күші жетпейтін болса, сол патша елі ұзақта болғанда, оған елші жіберіп, тыныштық бітімін жасауды сұрайды. Солай етіп, сіздердің әр біріңіз өзіне тиісті һәм мезаттан уаз кешпесе, менің шәкіртім бола алмайды. Дұз жақсы нәрсе, бірақ дұз өз күшін жойтса, оны қалай және шорлы қылуға болады? Ол жерге де қый болуға да жарамағанлықтан сыртқа алақтырып тастанады. Құлағы бар жақсылап естіп алсын. Лука жазған хош хабар, 15-ші бап. Исаны тыңлау үшін көп салықшылар менен күнәкарлар оның қасына жақындап келген еді. Фарисейлер менен діни мұғалімлер бұны көріп, ол күнәкарларды қабыл етіп, олар менен бірге ауқат жейді деп наразылық білдірді. Сонда Иса оларға мына тымсалды айтып берді: Айтайық, араңыздағы біріңіздің 100 қойы болып, біреуін жойтып алса, ол 99-ын шөл далада қалдырып, жойтылған бір қойын таппағанша іздеп жүрмес пе еді? Тауып алғаннан соң қуанып кетіп, оны үйіне көтеріп алады да, үйіне келіп, достары менен қоныстарын шақырып, оларға менің бірге қуаныңдар, жойтылған қойымды тауып алдым дейді. Сіздерге айтатыным, сол сияқлы тәубе етуге хәжеті жоқ 99 хақ адамнан көре, тәубе еткен бір күнәкарға аспанда көбірек қуанады. Айтайық, бір хаялдың 10 күміс теңгесі болып, біреуін жойтып алса, ол шыра жағып, үйді сыпырып, таппағанша мұқияттап іздемес пе еді? Тауып алғаннан соң, құрдастары мен қоныстарын шақырып, менің бірге қуаныңдар, жойтылған теңгемді тауып алдым дейді. Сіздерге айтатыным, Құдайдың періштелері де тәубе еткен бір күнәкар үшін ұслай қуанады. Иса және былай деді: Бір адамның 2 ұлы бар екен. Олардың кенжетайы әкесіне: Әке, мал мүлкінің маған тиесілі бөлігін бер депті. Сонда әкесі мал мүлкін 2 ұлына бөліп беріпті. Бірнеше күн өткеннен соң, кіші ұл бар жоғын жинап алып, ұзақ елге кетіп қалыпты. Ол жерде бұзық жолға түсіп, мал мүлкін жөнсіз сарп етіпті. Жігіт әммесін сарп етіп болғаннан соң, сол елде ауыр ашаршылық болып, ол шоқшылыққа ұшырапты. Ол барып, сол елдің бір тұрғынына жалланыпты. Ал ол адам жігітті даласындағы шошқаларды бағуға жіберіпті. Жігіт шошқалар жетуін жемменен қарнын тойдыруға да зар болыпты. Бірақ оған ешкім еш нәрсе бермепті. Оның ақылы еніп, әкемнің қаншама жалланған жұмысшылары нанға тойып жүр. Ал мен бұл жерде аштан өлейін деп атырман. Тұрып, әкеме барайын. Оған: Әке, мен Құдайға һәм саған қарсы күнә істедім. Енді сенің балаң деп аталуға лайықлы емеспін. Мені жалланған жұмысшыларының қатарына қабыл ет деп айтайын, депті. Солай етіп, жігіт әкесіне қарай жолға шығыпты.
Ол елі ұзақта кетірганда, әкесі ұлын көріп, бауыры елжіріп кетіпті. Жуырып барып, ұлын құшақлап сүйе бастапты. Ұлы оған: «Әке, мен Құдайға әм саған қарсы күнә істедім. Енді сенің ұлың деп аталуға лайықты емеспін» депті. Бірақ әкесі қызметшілеріне: «Тез болыңлар, ең жақсы киім әкеліп, оған кигізіңдер. Қолына жүзік тағып, аяғына аяқ киім беріңдер. Бағып, семіртілген баспақты әкеліп сойыңлар. Ішіп жеп, кеуіл көтерейік. Себебі менің бұл ұлым өлген еді, тірілді, жойтылған еді, табылды» депті. Солай етіп, олар тойлай бастапты. Сол уақытта үлкен ұлы атызда еді. Қайтып кетіріп, үйіне жақынлағанда, нама һәм ойын күлкі сестерін естіпті. Қызметшілердің біреуін шақырып алып, бұл не деп сұрапты. Қызметші оған: «Ініңіз қайтып келді. Әкеңіз оның аман сау қайтып келгені үшін семіртілген баспақты сойды» деп жауап беріпті. Үлкен ұлы ашуланып, үйге кіргісі келмепті. Сонда әкесі сыртқа шығып, оннан ішке кіруді өтініпті. Бірақ ол әкесіне былай депті: «Міне, мен саған неше жылдан бері қызмет етіп кетірмін. Ешқашан сенің бұйрығыңа қарсы шыққан емеспен. Бірақ достарым менен уақытты қосылық етуім үшін сен маған бір ылақты берген жоқсың. Ал енді болса, мал мүлкіңді бұзық хаялдарға сарп етіп келген мына ұлыңа семіртілген баспақты сойыпсың». Әкесі оған: «Ұлым, сен һәмме уақыт менің біргесің. Менің барлық мал мүлкім сенікі ғой. Бірақ бүгін қуанып, кеуіл көтеруіміз керек. Өйткені сенің бұл ұлың өлген еді, тірілді, жойтылған еді, табылды» депті. Лука жазған хош хабар 16 бап. Иса өз шәкіртлеріне және былай деді: «Бір бай адамның үй басқарушысы бар екен. Байдың құлағына: үйіңді басқарушы мал мүлкіңді сарп етіп жүріпті деген шағым жетіпті. Бай оны шақырып алып: «Сен туралы естіп атырғаным не гәп? Өз жұмысың бойынша есап бер. Сен бұннан былай үй басқарушы бола алмайсың» депті. Сонда үй басқарушы өз-өзіне: «Не қылсам екен? Қожайыны мені жұмыстан босатып атыр. Жер қазуға күшім жетпейді. Садақа сорауға ұяламан. Басқарушылықтан босатылғанымнан соң адамлар мені үйлеріне қабыл қылу үшін не істесем екен?» «Таптым» депті де, қожайынына қарыздар адамларды бірін-бірін шақырып алып, олардың біріншісінен: «Қожайынынан қанша қарызың бар?» деп сұрапты. Ол: «100 батпан май» деп жауап беріпті. «Тіл қатыңды ал да, тез отырып 50 батпан деп жаз» депті басқарушы. Соңынан басқасынан: «Сенің қанша қарызың бар?» деп сұрапты. 1000 қап бидай деп жауап беріпті ол. Оғанда: «Тіл қатыңды ал да 800 қап деп жаз» депті. Қожайыны нақақ үй басқарушыны ақыллы іс қылғаны үшін мақтапты. Себебі бұл дүнияның адамлары өзі сияқтылар арасында нұрдың балаларынан көре ақыллырақ әрекет қылады. Менің сіздерге айтатыным: бұл дүнияның байлығынан пайдаланып, дос арттырыңлар. Бұл байлық таусылғанда, олар сіздерді мәңгілік мәканға қабыл қылсын. Кішкене істе сенімлі болған адам үлкен істеде сенімлі болады. Ал кішкене істе садық болмаған адам үлкен істеде садық болмайды. Солай етіп, егер сіздер бұл дүнияның байлығына садық болмасаңыз, кім сіздерге аспандағы хақиқи байлықты сеніп тапсырады? Егер сіздер басқаға тиісті нәрсеге садық болмасаңыз, кім сіздерге өздеріңіздікін береді? Ешбір қызметші екі қожаға қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сіздер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсыздар. Бұлардың һәммесін дүниеқор фарисейлер естіп, Исаны мазақ қылды. Иса оларға былай деді: «Сіздер өздеріңізді адамлар алдында хақ қылып көрсетесіздер. Бірақ Құдай кеуілдеріңізді біледі. Адамлар қымбат деп санаған нәрсе Құдай алдында жеркенішлі. Яхияға дейін мұхаддис низам һәм пайғамбарлар дәуірі болды. Сол уақыттан бастап Құдай патшалығы хақында қош хабар жарияланып кетір. Һәм әрбір адам оған кіруге күш салып жүр. Бірақ мұхаддис низамнан бір ноқа жоғалғанынан көре, аспан һәм жердің жоқ болып кетуі аңсатырақ.
өз хаялмен ажырасып, басқа хаялға үйленген әрбір адам неке адалдығын бұзған болады. Күйеуінен ажырасқан хаялға үйленген адамда неке адалдығын бұзған болады. Қымбат бағалы, сәнлі киімдер киіп, әр күні үлкен зияпатлар беретұғын бір бай адам болыпты. Байдың дарвазасы алдында бүткіл денесін жара басқан Лазар атлы бір тіленші жатады екен. Ол байдың дастұрханнан түскен ұсақларменен қарнын тойдыруды арман етіпті. Итлер де келіп, оның жараларын жалап кетеді екен. Уақыты келгенде тіленші қайтыс болып, періштелер оны Ибраимның жанына алып барыпты. Бай адамда қайтыс болып, оны жерлепті. Бай досақ отында азап шегіп атырып, басын көтеріп қарағанда, алыста Ибраимды һәм оның қасындағы Лазарды көріпті. Ол қатты бақырып, «Ибраим ата, маған рехім ете көр, Лазарды жібер, ол бармағының ұшын суға басып, менің тіліме су тамызсын. Себебі мен бұл от ішінде қатты қиналып атырман» депті. Бірақ Ибраим оған, «Балам, сен өміріңде тек жақсылық көргеніңді, ал Лазардың жаманлық көргенін ұмытпа. Енді болса, ол бұл жерде жұбаныш тауып, ал сен қиналып атырсаң. Бұның үстіне, сіздер менен біздердің арамызға үлкен тоңғи орнатылған. Сондықтан бұл жерден сіздерге өтпекші болғанлар өте алмайды. Һәм ол жерден де біздерге ешкім өте алмайды, депті. Сонда бай адам, «Ата, олай болса, сенен өтінемін. Лазарды менің әкемнің үйіне жібер. Өйткені менің 5 аға інім бар. Оларда бұл азап шегетін жерге түспеу үшін ол барып, оларды ескертсін» депті. Бірақ Ибраим оған, «Оларда Муса һәм басқа пайғамбарлардың жазулары бар ғой. Оларды тыңласын» депті. Ал бай адам, «Яқ, Ибраим ата, бірақ егер өлгенлердің біреуі тіріліп, оларға барса, тәубе етеді» депті. Сонда Ибраим оған, «Егер Муса менен пайғамбарларды тыңламағанда, өлгенлердің біреуі тірілсе де, сенбейді» деп жауап беріпті. Лука жазған хош хабар 17 бап. Иса өз шәкіртлеріне және былай деді: Адамларды күнәға азғырушы нәрселердің болуы сөзсіз. Бірақ олар кім арқылы келсе, сол адам хәсірет шегеді. Ол адамның мына кішкенелердің біреуін азғырғанынан көре, мойнына дігарман тасы байланып, теңізге тасланғаны оған жақсырақ болар еді. Абайлы болыңлар. Егер туысқаның саған қарсы күнә істесе, оған ескерту жаса. Егер күнәсін мойындаса, оны кешір. Егер ол саған қарсы бір күннің ішінде 7 рет күнә істесе, 7 ретте саған келіп, күнәмді мойындаймын десе, оны кешір. Сонда елшілер иеміз Исаға: «Сенімімізді арттыр», деді. Иеміз былай деді: Егер сеніміңіз қышқыл тұқымдай ғана болса да, бұл тұт ағашына тамырың менен қопарылып теңізге отырғызыл десеңлер, ол сөзіңді тыңлайды. Араңызда қайсы біріңіздің жер айдап, ямаса мал бағып жүрген қызметшісі даладан қайтқанда, оған тез келіп дастұрханға отыр дейді. Керісінше оған, менің кешкі ауқатымды таярла, беліңді буып, ішіп жеп болғанымша, маған қызмет ет, соңынан өзің ішіп жейсің деп айтпай ма? Бұйырғанын орындағаны үшін қызметшісіне миннеттаршылық білдірер ме екен? Сол сияқты сіздерде өздеріңізге бұйырғанның һәммесін орындағаннан соң, біздер арзымайтын құллармыз, тек вазипамызды ғана орындадық деңлер. Иса Иерусалимге баратырып, Самария һәм Галила өлкөлері арасындағы шекара жерлер арқалы жүрді. Ол бір ауылға кіріп кетірганда, мақау кесел болған 10 адам кездесті. Олар ұзақта тұрып, қатты дауыслап: «Ұстазымыз Иса, біздерге рахмет!» деді. Иса оларды көріп: «Барып өздеріңізді руханилерге көрсетіңдер», деді. Олар кетіп баратырғанда, мақау кеселден жазылып кетті. Олардың ішіндегі біреуі өзінің шипа тапқанын көріп, бәлен дауыспенен Құдайды алғыслап қайтып келді де, Исаның аяғына жығылып, оған миннеттаршылық білдірді. Бұл адам Самариялы еді. Сонда Иса: «Шипа тапқан 10 адам емес педі? Қалған 9-ы қаяқта? Құдайға алғыс айту үшін мына шет елдерден басқа ешкім қайтып келмеді ме?» деді. Соң оған: «Орныңнан тұр да кете бер. Сенімің сені құтқарды», деді. Паризейлер
Құдай патшалығының қашан келетінін сұрағанда, Иса оларға былай деп жауап берді. Құдай патшалығы көзге көрініп келмейді. Міне бұл жерде, ямаса, әне, ана жерде деп те айтпайды. Себебі Құдай патшалығы сіздердің ішіңізде. Деді. Соң Иса шәкіртлеріне былай деді. Адам ұлының күндерінің бірін болса да, көруді аңсайтын уақытларыңыз келеді. Бірақ көре алмайсыздар. Сіздерге, әне, ол ана жерде, ямаса, міне, ол бұл жерде десе, бармаңлар. Олардың іздеріне ермеңлер. Өйткені шақмақ шағып, аспанды бір шетінен екінші шетіне дейін жарқыратып жібергендей, адам ұлы да өз күнінде солай пайда болады. Бірақ дәслеп, ол көп азап шегіп, бұл әулет тарапынан қабылданбауы тиіс. Нұқтың заманында қалай болған болса, адам ұлының күндерінде де солай болады. Нұқ кемеге мінген күнге дейін адамдар ішіп жеді, үйленді, тұрмысқа шықты. Соңынан су тасқыны басып, әммені набыт қылды. Лоттың заманында да сондай болды. Адамдар ішіп жеді, сауда сатық сіледі, егін екті, жай салды. Бірақ Лот Содом қаласынан шыққан күні аспаннан от һәм күкірт жауып, әммені набыт қылды. Адам ұлы пайда болатын күні де тап сондай болады. Сол күні тамның төбесінде болған адамның затлары үйінде қалса, оларды алайын деп төменге түспесін. Кімде-кім атызда болса, үйіне қайтпасын. Лоттың хаялын еске түсіріңлер. Кімде-кім өз жанын сақламақшы болса, ол оны набыт қылады. Ал кімде-кім өз жанын набыт қылса, ол оны сақлайды. Сіздерге айтатұғыным, сол түні бір төсекте жатырған екі адамның біреуі алынады, екіншісі қалдырылады. Бірге дігірман тартқан екі хаялдың біреуі алынады, екіншісі қалдырылады. Сонда шәкіртлері Исадан, «Ем, бұл уақиялар қай жерде болады?» деп сұрады. Иса оларға, «Өлік қай жерде болса, құзғынлар да сол жерге жиналады», деді. Лука жазған хош хабар, 18 бап. Иса шәкіртлеріне бар құлла дуа етіп, үміт үзбеу керектігін білдіру үшін бір тымсал айтып берді. Ол былай деді. Бір қалада Құдайдан да қорқпайтұғын, адамлардан да ұялмайтұғын бір қазы болыпты. Сол қалада бір жесір хаялда тұрады екен. Хаял оған қайта-қайта келіп, менің құқығымды дауласынан қорған деп өтіне береді екен. Бірақ қазы көп уақытқа дейін бұны істегісі келмепті. Соңынан өз-өзіне, мен Құдайдан да қорқпайман, адамлардан да ұялмайман. Бірақ мына жесір хаял маған тыныштық бермей атырған үшін оның құқығын қорғай қояйын. Болмаса, ол қайта-қайта келіп, менің мазамды алар депті. Еміз Иса сөзін давам етіп былай деді. Әділсіз қазының сөздеріне құлақ салыңлар. Құдай өзіне күні түні жалбарылып атырған, өзі таңлап алған адамлардың құқығын қорғамай ма? Оларды көп күттіріп қоя ма? Сіздерге айтатұғыным, көп кешікпей олардың құқығын қорғайды. Бірақ адам ұлы келгенде жер жүзінде сенім табар ма екен? Өзлерінің хақлығына сеніп, басқаларды кемсітетұғын айырым адамларға Иса мына тымсалды да айтып берді. Екі адам дуа ету үшін ибадатханаға кіріпті. Олардың біреуі парисей, екіншісі салықшы екен. Парисей тұрып алып, мынадай деп дуа етіпті. О Құдайым, мен басқа адамлардай тонаушы, нақақ, неке хадалығын бұзушы, ямаса хәтте мына салықшы сияқлы болмаған үшін саған шүкірлік етемен. Хәптесіне 2 мәрте ораза тұтаман. Барлық тапқан табысымның 10-нан 1-ін беремен. Ал салықшы алыста тұрып, көзін аспанға көтеруге де батылы бармай, қатты өкініп, о Құдайым, мен де күнәһарға рахым ет депті. Сіздерге айтатұғыным, парисей емес, ал осы адам ақыланып үйіне қайтыпты. Себебі өзін жоғары тұтқан әрбір адам пәстетіледі, ал өзін пәс тұтқан адам жоғары болады. Қолын тигізсін деп, адамлар Исаға бөбеклерін алып келді. Шәкіртлері бұны көріп, оларға кейді. Бірақ Иса оларды қасына шақырып алып, шәкіртлеріне, балалардың маған келуіне рұқсат беріңдер. Оларға тосқынлық жасамаңлар. Өйткені Құдай патшалығы осындайлардікі. Сіздерге шынын айтаман. Кімде-кім Құдай патшалығын кішкене бала сияқлы қабыл етпесе, ол оған кіре алмайды. Деді. Бір басшы Исадан,
игіліклі ұстаз. Мәңгілік өмірді алуым үшін не істеуім керек? деп сорады. Иса оған: Сен неге мені игіліклі деп атап атырсың? Жалғыз Құдайдан басқа ешкім игіліклі емес. Оның бұйрықтарын білесің ғой. Неге хадалығын бұзба, адам өлтірме, ұрлық істеме, жалған гуалық берме, ата анаңды hürmetle. Деді, бірақ ол: Бұлардың әммесін мен бала уақытынан бері орынлап кетірмін. Деді. Бұны есткен Иса оған: Саған және бір нәрсе жетіспейді. Барлық мал мүлкіңді сатып, ақшасын жарларға үлестіріп бер. Сонда сенің ғазинең аспанда болады. Соңынан келіп, менің ізіме ер. Деді. Басшы бұны естіп, қатты қапа болды. Себебі ол жүда бай еді. Иса оның қапа болғанын көріп: Байлығы барлардың Құдай патшалығына кіруі қандай қиын. Бай адамның Құдай патшалығына кіруінен көре, түйеге иненің көзінің өту аңсатырақ. Деді. Бұны ескелер: Олай болса, кім құтқарыла алады? деп сорады. Адамлардың қолынан келмеген нәрсе Құдайдың қолынан келеді. Деді Иса. Сонда Петр: Мінекей, біздер әммен нәрсемізді таслап, сенің ізіңе ердік. Деді. Иса шәкіртлеріне: Сіздерге шынын айтаман. Құдай патшалығы үшін я үйін, я хаялын, я туысқанларын, я ата-анасын, я балаларын қалдырып кеткен әрбір адам бұл дүнияда неше есе артығыменен алады. Һәм келешекте мәңгілік өмірге ие болады. Деді. Иса 12 шәкіртін қасына шақырып алып, оларға былай деді: Мінекей, біздер енді Иерусалимге қарай көтеріліп баратырмыз. Сол жерде пайғамбарлардың адам ұлы туралы жазғанларының әммесі орынланады. Ол басқа миллет адамдарына ұстап беріледі. Олар оның үстінен күледі, масқаралайды, бетіне түкіреді, һәм қамшылап, сабап өлтіреді. Ал ол 3-ші күні қайта тіріледі. Бірақ шәкіртлері бұл сөздерден еш нәрсе түсінбеді. Бұл сөздер оларға жасырын болып, айтылғанлардың мәнісін аңламады. Иса Ерихо қаласына жақындағанда, жолдың шетінде тіленшілік етіп, бір соқыр адам отыр еді. Қасынан адамлардың өтіп баратырғанын естіген ол: Не болып атыр? деп сорады. Насыралы Иса өтіп баратыр. Десті адамлар оған. Сонда ол: Дауыттың ұрпағы Иса, маған рахым ете көр, деп бақырып жіберді. Алдында кетіп баратырғанлар үнін шығармауды айтып оған кейді. Бірақ ол оннан да бетер қатты бақырып: Дауыттың ұрпағы, маған рахым ете көр, деді. Сонда Иса тоқтап, соқыр адамды қасына алып келуді бұйырды. Соқыр адам жақындағанда Иса оннан: Сен үшін не істеуімді қалайсың? деп сорады. Ием, көздерім көретін болсын, деді ол. Иса оған: Көздерім көретін болсын, сенімің сені құтқарды, деді. Сол уақытта соқыр адамның көздері көре баслады, һәм Құдайды алғыслап Исаның ізіне ерді. Бұны көрген бүткіл халық та Құдайды мақтады. Лука жазған хош хабар 19 бап. Иса Ерихо қаласына кіріп, оның ішінен өтті. Сол жерде Зақай атлы бір адам бар еді. Өзі салықшылардың баслығы болып, бай адам еді. Ол Исаның қандай екенлігін көруге ұмтылатұғын еді. Бірақ адамлар көп болғандықтан көре алмады. Өйткені оның бойы пәс еді. Исаны көру үшін ол алға қарай жуырып, жабайы анжир терегіне шығып алды. Себебі Иса осы жерден өтуі керек еді. Иса сол жерге келгенде жоғарға қарап оған: Зақай, тезірек төмен түс. Бүгін сенің үйінде қалуым керек, деді. Ол тезлікпенен төмен түсіп, Исаны қуанышпенен қабыл алды. Бұны көргенлердің әммесі: Ол күнәкар адамның үйіне қонаққа барды, деп наразылық білдіре баслады. Бірақ Зақай орнынан тұрып иемізге: Ием, мал мүлкімнің ярымын жарлыларға беремен. Егер кімнің хақын жеген болсам, 4 есе артығы менен қайтарып беремен, деді. Сонда Иса: Бүгін бұл үйге құтқарылу келді. Өйткені бұл адам да Ибрайымның ұрпағы ғой.
Себебі адам ұлы адасқанларды тауып құтқару үшін келді. Деді. Бұларды тыңлап отырғанларға Иса тымсал менен сөзін давам етті. Өйткені ол Иерусалимге жақынласып қалғанлықтан олар Құдай патшалығы жақын арада келеді деп ойлаған еді. Сондықтан Иса былай деді. Бір ақсүйек адам өзіне патшалық билігін алып қайту үшін ұзақ елге кетпекші болыпты. Ол өзінің 10 қызметшісін шақырып алып, мен қайтып келемен дегенше, бұл ақшаны айланысқа жіберіңдер, деп оларға 10 мина беріпті. Бірақ оған қарасты бұқаралар оны жек көретін еді. Сондықтан оның ізінен уәкілдерін жіберіп, оның біздердің үстімізден патша болуын қаламаймыз деп айтып қалыпты. Бірақ ол патша болып қайтып келгенде, өзі берген ақшалар менен кім қанша арттырған білу үшін қызметшілерін өзіне шақыртыпты. Біріншісі келіп, қожайын, сенің 1 минаң және 10 мина арттырды депті. Қожайыны оған, барекелла, жақсы қызметшім, кішкене істе сенімі болғаның үшін сен 10 қала үстінен басқаруға билік аласың депті. Екіншісі келіп, қожайын, сенің 1 минаң және 5 мина арттырды депті. Қожайыны оғанда, сен 5 қаланың үстінен басқарушы боласың депті. Соңынан басқасы да келіп, қожайын, міне, сенің минаң. Мен оны бет орамалға түйіп сақладым. Мен сенен қорттым. Себебі сен қоймаған жеріңнен алып, екпеген жерінен оратуын қатал адамсың депті. Қожайыны оған, ей жаман қызметші, сені өз аузыңнан шыққан сөздеріңмен айыплаймын. Менің қоймаған жерден алатуын, екпеген жерден оратуын қатал адам екенімді біледі екенсің. Неге енді ақшамды айланысқа беріп жібермедің? Сонда мен қайтып келгенімде оны пайдасы менен қайтарып алар едім ғой депті. Соң қасында тұрғанларға қарап, оннан минаны алың да, 10 минасы барға беріңдер депті. Қожайын, оның 10 минасы бар ғой десіпті олар. Сіздерге айтатуным, кімде бар болса, оған және де мол етіп беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның бары да тартып алынады. Енді үстілерінен патша болуымды қалемеген дұшпанларымды бұл жерге алып келіңде, көзімнің алдында өлтіріңдер, депті патша. Осыларды айтып болғаннан кейін, Иса жол баслап, Иерусалимге қарай жүрді. Ол, Зайтун деп аталатұғын таудың етегіндегі Бетфаге һәм Бетания деген ауылларға келгенде, 2 шәкіртін жұмсап, оларға былай деді. Қарсы алдыңыздағы ауылға барыңлар. Оған кіргеніңізде елі ешкім мінбеген байлап қойылған гүррені табасызлар. Оны шешіп алып келіңдер. Егер біреу оны неге шешіп атырсызлар деп сұраса, ол иемізге керек деп айтыңлар. Жіберілгендер барып, Исаның өзлеріне айтқанларын анық тапты. Олар гүррені шешіп атырғанда, оның иелері Гүррені неге шешіп атырсызлар? деп сұрады. Олар Ол иемізге керек деп жауап берді. Олар гүррені Исаға алып келді. Оның үстіне өзлерінің шапалларын салып, оған Исаны міндірді. Иса бара тұрғанда, адамлар жолға шапалларын төседі. Иса Зайтун тауынан төмен түсетін жерге жақындағанда, оның барлық шәкіртлерінің топары, өзлері көрген барлық караматлары үшін қуанышлы түрде бәлент дауыспенен Құдайға мақтаулар айта бастады. Иеміздің атынан келуші патша жарылқанған, аспанда тынышлық, ең жоғарыдағы Құдайға алғыс болсын. Халық арасында тұрған кейбір фарисейлер Исаға «Ұстаз, шәкіртлеріңе тыйым сал», деді. Иса оларға: Сіздерге айтатуым, егер олар үндемей қалса, тастар бақырады, деді. Иса Иерусалимге жақындағанда, оны көріп жылап жіберді де: Ох, еш болмаса, осы күніңде тынышлығыңа нелер керек екенін білсең еді. Бірақ бұл әзір сенің көздеріңнен жасырылған. Дұшпанларың бекіністер жасап, сені қоршап, жан жақтан қысатуын күллер басыңа түседі. Олар сені, һәм сенің ішіндегі балаларыңды жерменен жексен қылады. Сенде тас үстінде тас қалдырмайды. Өйткені сен Құдайдың саған келген уақытын білмедің, деді. Соңынан Иса ибадатханаға кіріп, ол жерден сатушыларды қуып шығара бастады. Оларға: менің үйім дуа ететін үй болады деп мұқаддес жазуда айтылған. Ал сіздер оны қарақшылардың ұясына айландырдыңлар, деді.
Иса har күні ibadetxonada ta'lim beretug'un edi. Бас ruhaniylar, diniy muallimlar ham xalq boshchilari оны жоқ qiluvding yo'lini izledi. Biroq buning ilojini taba olmadi. Sebebi butkul xalq Isaning so'zlarini jan tani bilan tinglaydigan edi. Luka жазған xo'sh xabar 20-bob. Kunlarning birinde Isa xalqqa ibadetxonada ta'lim berib, ularga xo'sh xabarda jariyalab turganda, оның qasına bas ruhaniylar ham diniy muallimlar, aqsaqallar bilan birga kelib, ondan bizlarga aytchi, бұл islarni qanday bilik bilan islab жүрсің? Ham bunday bilikni саған kim berdi? deb so'radi. Isa javob qaytarib, men de sizlerden bir narsani so'rayın. Aytыңlarшы, Yahyaның шомылдыруы аспаннан болды ма, yamasa adamlardan ба? dedi. Олар өзара ойласып, егер аспаннан десек, ол bizlerге, онда неге сіздер оған сенбедіңдер? деп айтар. Ал егер адамlardan десек, бүткіл халық bizlerге тас атар. Өйткені олар Яхияның пайғамбар екеніне сенеді. Десті. Сондықтан олар Исаға, қаяқтан екенін білмейміз, деп жауап берді. Сонда Иса оларға, мен де сіздерге бұл істерді қандай билік пенен істейтінімді айтпаймын, деді. Соңынан Иса халыққа мына тымсалды айтып берді. Bir адам жүзін бағым отырғызыпты. Ham оны диханларға ижараға беріп, өзі ұзақ уақытқа алыс жерге кетіп қалыпты. Терім маусымы келгенде, бағдың жемісінен тиісті үлесін алу үшін, ол диханларға өзінің бір қызметшісін жіберіпті. Бірақ диханлар оны ұрып, құры қол қайтарыпты. Ол басқа қызметшісін жібергенде, оны да ұрып, масқаралап, құры қол қайтарыпты. Үшіншісін жұмсағанда, оны да жарадар етіп, қуып жіберіпті. Сонда жүзім бағының иесі, не қылсам екен? Сүйіклі ұлымды жіберейін, мүмкін оны hürmet етер депті. Бірақ диханлар оны көріп, өзара ойласып, бұл мирас құрғы. Жүріңдер, оны өлтірейік. Сонда мирас мүлкі біздерге қалады десіпті де, оны жүзім бағынан сыртқа шығарып, өлтіріпті. Енді жүзім бағының иесі оларға не істейді? Ол келіп, сол диханларды жоқ қылады да, жүзім бағын басқаларға береді. Бұны естігендер, Құдай сақласын, десті. Бірақ Иса көзлерін оларға тігіп, олай болса, мұхаддис жазудағы құрылысшылар керексіз деп тастаған тас, үйдің мүйішінің тикарға тасы болды деген сөздер нені аңлатады? Сол тасқа түскен әрбір адамның шыл парчесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны женшіп тастайды, деді. Исаның бұл тымсалды өзлеріне тегізіп айтып атырғанын түсінген діни мұғалімлер менен бас руханилер оны сол уақытта қолға алуға тырысты, бірақ халықтан қорықты. Олар Исаны диққатпенен аңлай баслады. Исаны сөзінен тұтып, оны хакімнің билігіне һәм хүкіміне тапсыру үшін оған өзлерін хақ ниетлі қылып көрсететұғын жансызларды жіберді. Жансызлар Исадан, ұстаз, bizler senin haqiqatты айтып тәлім беріп атырғаныңды білеміз. Ешкімнің бет жүзіне қарамай, Құдайдың жолын дұрыс үйретіп отырсаң. Айтшы, bizlerдің Рим патшасы Қайсарға салық төлеуіміз дұрыс па, ямаса надұрыс па? деп сорады. Бірақ Иса олардың хилесін түсініп, оларға, маған 1 динар көрсетіңдер. Бұнда кімнің суреті бар, һәм кімнің аты жазылған? деді. Олар, Қайсардың? деп жауап берді. Сонда Иса, олай болса, Қайсардың хақын Қайсарға, Құдайдың хақын Құдайға беріңдер, деді. Солай етіп, олар Исаны халық алдында айтқан бірде-бір сөзінен тұта алмады. Оның жауапларына таң қалысып, лал болып қалды. Қайта түрлі жоқ деуші саддукейлердің айырымлары Исаға келіп, оннан, Ұстаз, Муса біздерге, егер біреудің ағасы баласыз өліп хаялын қалдырса, інісі оның хаялын алып, өз ағасының ұрпағын давам етірсін, деп жазып қалдырған. 7 ағайлы бар еді. Біріншісі үйленіп, баласыз өлді. Екіншісі де, үшіншісі де сол хаялды алды. Хаялды жетеуінің әммесі де алып, бала қалдырмай өліп кетті. Ең соңында хаялдың өзі де қайтыс болды. Ал қайта тірілуде, ол жетеуінің ішінде қайсысының хаялы болады? Ол жетеуіне де хаял болған еді ғой.
деп сұрады. Иса жауап беріп, былай деді. Бұл дүнияның адамлары үйленеді, һәм тұрмысқа шығады. Ал келесі дүнияға һәм өлімнен қайта тірілуге ылайықты болғанлар үйленбейді де, тұрмысқа да шықпайды. Олар періштелер сияқлы болғанлықтан енді өлмейді. Өлімнен қайта тірілгенліктен Құдайдың балалары болады. Муса да өлгенлердің қайта тірілетуінің жанып тұрған пұта хақында аятта көрсеткен еді. Ол сол жерде жаратқан иемізді Ибраимның Құдайы, Исақтың Құдайы, Яқыптың Құдайы деп атаған. Құдай өлілердің емес, ал тірілердің Құдайы. Себебі оған тиісті адамлардың әммесі тірі. Діни мұғалімлердің кейбіреулері, «Ұстаз, сен дұрыс айттың», деді. Оған және сұрау беруге ешкімнің батылы бармады. Иса оларға былай деді. Неге Масихты Дауыттың ұрпағы деседі? Дауыттың өзі Забурда «Ием менің иеме» айтты. Дұшпанларыңды аяғының астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр деген ғой. Солай етіп, Дауыт оны «Ием» деп атаған болса, ол қалайынша оның ұрпағы болады? Бүткіл халық тыңлап тұрғанда, Иса өз шәкіртлеріне: «Діни мұғалімдерден сақ болыңлар. Олар ұзын киім киюді, базар майданларында өздеріне сәлем берілуін, мәжіліс ханаларда сыйлы орында, зияпатларда төрде отыруды жақсы көреді. Олар жесір хаяллардың үйлерін жалмап жұтып, көзге көріну үшін ұзын дуа етеді. Бұндай адамлар ең ауыр жаза алады», деді. Лука жазған хош хабар, 21 бап. Иса назер салып, әбедатхананың садақа құтысына Құдайға арналған сыйларын салып атырған байларды көрді. Ол бір ғаріп жесір хаялдың да 2 тиын салғанын көріп: «Сіздерге хақиқатын айтаман. Бұл жарлы жесір хаял әммеден көп салды. Өйткені бұлардың әммесі өз байлықларынан ауысқанын салды. Ал бұл хаял жарлы болса да, күн көрісіне кереклі барлық ақшасын салды», деді. Кейбіреулер әбедатхананың сұлу таслар һәм Құдайға арналған сыйлар менен безетілгенін айтып тұрғанда, Иса: «Сіздер осы жерде көріп тұрғанларыңыздан тас үстінде тас қалмай, әммесі қиратылатын күндер келеді», деді. Олар Исадан: «Ұстаз, бұлар қашан болады? Бұлардың болатығының алдын ала қандай белгі білдіреді?» деп сұрады. Иса оларға: «Алданудан сақ болыңлар. Себебі көплер менің атымменен келіп, мен Масихпан, ямаса уақыт жақын дейді. Олардың іздеріне ермеңлер. Ұрыстар һәм көтерілістер хақында естігеніңізде қорқпаңлар. Өйткені дәслеп ұсылар болуы тиіс. Бірақ ақыры дәрхал келмейді», деді. Соңынан Иса оларға былай деді: «Миллет миллетке қарсы, патшалық патшалыққа қарсы көтеріледі. Күшлі жер сілкінулер, көп жерлерде ашаршылықтар һәм қырғынлар болады. Аспаннан қорқынышлы құбылыстар һәм ұлылық караматлы белгілер жүз береді. Бірақ бұлардың әммесінен бұрын адамлар сіздерді ұстап алып, қуғын қылады. Мәжіліс ханаларға тапсырып, қамаққа салады. Менің атым үшін сіздерді патшалар һәм хакімлердің алдына алып барады. Сонда сіздерге мен туралы гуалық беруге мүмкіншілік туылады. Сондықтан өздеріңізді қалай қорғауды, алдын ала ойламауды кеуілдеріңізге түйіп алыңлар. Себебі мен сіздерге сондай шешенлік пенен даналық беремін. Сіздерге қарсы шыққанлардың еш қайсысы да қарсы сөйлейді, сөздеріңізді бекарлай да алмай қалады. Хәтте ата-ана, аға-іні, ағайын туған һәм достарыңыз да сіздерге сатқынлық істейді. Ал кейбіреулеріңізді өлтіреді. Менің атым себеплі сіздерді әмме жек көреді. Бірақ бастарыңыздағы бір тал шашты набыт болмайды. Сабырлық пенен өз жаныңызды құтқарасыздар. Иерусалимді әскерлердің қоршап алғанын көргеніңізде, оның вайран болатын уақытының жақынлағанын біліңдер. Сонда Яһудиядағылар тауларға қашсын, қаланың ішіндегілер тез сыртқа шықсын. Атраптағылар қалаға кірмесін. Өйткені сол күнлер мұқаддес жазуда айтылғанлардың әммесі орынланатуын жаза күнлері болады. Сол күнлері жүклі һәм емзулі хаялларға қандай қиын болады. Себебі жер жүзінде үлкен апатшылық болып, бұл халық Құдайдың ғазабына ұшырайды. Олар қылыш жүзіне өткеріліп, барлық елдерге тұтқын етіліп, алып кетіледі.
басқа миллеттердің дәураны тамам болмағанша, Иерусалим олар тарапынан аяқ асты қылынады. Құяш, ай, һәм жұлдызларда караматлы белгілер пайда болады. Жер жүзінде халықлар теңіздің шулап толқынланғанынан үмітсіздікке түсіп албырайды. Адамдар дүнияға келтірген апатшылықты күтіп, қорқудан хәлсізденеді. Өйткені аспан күштері сілкінеді. Сонда адамlar адам ұлының ұлылық құдірет һәм салтанат менен бұлтта келтірген көреді. Бұл вақиялар бола бастағанда тұрып, бастарыңызды көтеріңдер. Себебі құтқарылуыңыз жақын. Иса оларға мына тымсалды айтып берді. Әнжір ағашына һәм басқа барлық теректерге қараңлар. Олардың жапырақ шара бастаған көргеніңізде, жаздың жақынлағанын өздеріңіз білесіздер. Сол сияқты сіздер бұл вақиялардың болып атырған көргеніңізде, Құдай патшалығының жақын екенін біліңдер. Сіздерге шынын айтып тұрман. Бұл әулет жоқ болып кетпестен бұрын, бұлардың әммесі болады. Аспан һәм жер жойылады, бірақ менің сөздерім еш жойылмайды. Сақ болыңлар, шағал мәстік қылып, мәс болып, тұрмыс тәшвиқтері астында жүректеріңізді ауыр жүк баспасын. Және сол күн сіздерге тор сияқлы тосаттан түспесін. Өйткені сол күн бүткіл жер жүзінде жасаушылардың басына түседі. Сол себептен болашақ бұл істерден құтылып, адам ұлы алдында тұра алу үшін һәме уақыт сергек болып дуа етіңдер. Иса күндіз ибадатханада тәлім беріп, ал түнлерін болса қаладан шығып Зәйтүн тауында өткізетұғын еді. Таң атудан бүткіл халық Исаны тыңлау үшін ибадатханаға келетұғын еді. Лука жазған хош хабар, 22 бап. Құтқарылу байрамы деп аталатұғын ашытқысыз нан байрамы жақынлап қалған еді. Бас руханилер һәм діни мұғалімлер халықтан қорқалықтан Исаны жасырын түрде өлтірудің жолын ізледі. Сонда 12 елшінің бірі Искариот деп аталған Яхуданың ішіне шайтан кіріп алды. Яхуда барып, бас руханилер һәм ибадатхананың бас қарауыллары менен Исаны оларға қалай ұслап беруді ойласты. Олар қуанысып, оған ақша беруге келісім берді. Яхуда уәде беріп, Исаны оларға халық жоқ жерде ұслап беру үшін қолайлы пай тізледі. Құтқарылу байрамының қозысы шалыну керек болған ашытқысыз нан байрамы жетіп келді. Иса Петр менен Юханды жіберіп, барыңлар, біздер үшін құтқарылу байрамының асын тайырлаңлар, деді. Олар, қай жерде тайырлауымызды қалайсың? деп сұрады. Иса оларға былай деді. Қалаға кіргеніңізде, көзе мені су көтеріп кетірген адамға кездесесіз. Оның ізіне еріп, ол кірген үйге кіріңлер. Һәм үйдің иесіне, ұстазымыз, шәкіртлері менен бірге байрам асын жетуін бөлмем қане, деп сенен сұрап атыр деңлер. Ол сіздерге төсектер төселген жоғарыдағы үлкен бөлмені көрсетеді. Сол жерде тайырлаңлар. Олар барып, Исаның айтқанларының әммесін тауып, байрам асын тайырлады. Ауқатланатығын уақыт болғанда, Иса елшілерменен бірге дастұрған атрапына отырды. Оларға, азап шекпесімден бұрын, бұл байрам асын сіздерменен бірге жеуді қатты қалеген едім. Сіздерге айтатұғыным, бұл Құдай патшалығында орынланбағанша, мен бұл асты енді жемеймін, деді. Соңынан Иса қолына кесені алып, шүкірлік етті де, бұны алып, өзара бөлісіп ішіңдер. Себебі менің сіздерге айтатұғыным, Құдай патшалығы келмегенше, мен енді жүзім ішімлігінен ішпеймін, деді. Соң нанды алып, Құдайға шүкірлік етті, һәм оны сындырып, оларға берді де, бұл сіздер үшін берілетұғын менің денем. Мені естеп тұру үшін бұны істеңдер, деді. Сол сияқлы, кешке ауқаттан соң кесені алып, бұл менің сіздер үшін төгілетұғын қаным менен бекітілетұғын жаңа келісім. Бірақ қараңлар, мені сататұғын адамның қолы, менің қолыменен бірге дастұрқанда. Адамлы Құдай алдын алып белгілегендей баратыр. Бірақ оған сатқылық қылушы әсірет шегеді, деді. Шәкіртлер бір-бірінен, бұл істі істейтұғын қайсымыз? деп сорай баслады. Шәкіртлер арасында қайсының ең ұлы болып есеплану керек екені хақында бір тартыста пайда болды. Иса оларға былай деді. Миллеттердің патшалары өз халықтары үстінен үстемлік етеді.
Оларға билік етушілер халықтың қайырқомлары деп аталады. Бірақ сіздер бұндай болмаңлар. Керісінше, араңызда ең үлкен болған ең кішідей болсын. Басшы да қызметшідей болсын. Қайсы бірі ұлы? Дастұрхан басында отырған ба, ямаса қызмет етіп тұрған ба? Дастұрхан басында отырған емес пе? Бірақ мен сіздердің араңызда қызметшідеймін. Сынаудан өткен уақытымда сіздер менің бірге болдыңлар. Әкем маған патшалық билігін берген сияқлы, мен де сіздерге патшалық билігін беремін. Солай етіп, сіздер менің патшалығымның дастұрханы атрапында ішіп жейсіздер. Тақтларда отырып, Израильдің 12 ұруын үкім етесіздер. Иса Петрге: Симон, адамдардың бидайды кепшікпенен желпігені сияқлы, шайтан сіздерді сынау үшін рұқсат сұраған еді. Бірақ мен сенімің таусылмасын деп, сен үшін дуа еттім. Сен маған қайтып келгеніңде туысқанларының сенімін бекемле. Деді. Симон Исаға: Ием, сенің менен бірге қамаққа да, өлімге де баруға таярман. Деді. Бірақ Иса оған: Петр, саған айтатуным, бүгін қора шақырмастан бұрын сен мені танымаймын деп, менен 3 рет танасаң. Деді. Соң Иса шәкіртлеріне: Мен сіздерді шыжлансыз, дорбасыз, аяқ киімсіз жібергенімде, не нәрседен кемшілік көрдіңдер? Деді. Еш нәрседен. Деп жауап берді олар. Сонда Иса оларға: Ал енді кімнің шыжланы болса, оны алып жүрсін, және дорбасында алсын. Кімнің қылышы болмаса, киімін сатып, қылыш алсын. Өйткені сіздерге айтатуным, мұхаддис жазудағы ол жинаятшыларға қосып саналды деген аят менде әмелге асуы керек. Ауа, мен туралы жазылғанлар орынланып атыр. Деді. Ием, қара, бұл жерде 2 қылыш бар. Деді олар. Сол жетеді. Деді Иса. Иса шығып, өз әдеті бойынша Зайтун тауына кетті. Шәкіртлері де оның ізіне ерді. Сол жерге келгенде Иса оларға: Азғырылмауыңыз үшін дуа етіңдер. Деді. Өзі олардан тас лақтырым жерде аулағырақ барып, зерлеп отырды да, былай деп дуа етті: О, әкем, егер сен қалесең, бұл азап кесесін менен өткізіп жібер. Бірақ менің емес, сенің қалегенің болсын. Сонда аспаннан бір періште Исаға көрініп, оған күш берді. Ол азап шегіп батырып, және де күшлірек дуа етті. Оның тері жерге тамған қан тамшылары сияқлы еді. Иса дуа етіп болып, орнынан тұрды да шәкіртлерінің қасына келді. Олардың қайғыдан шаршап, ұйқылап батырғанын көрді. Оларға: Неге ұйқылап батырсыздар? Тұрыңлар, азғырылмауыңыз үшін дуа етіңдер. Деді. Иса елі сөйлеп тұрғанда, бір топар адамлар пайда болды. Олардың алдында 12 шәкіртінің бірі Яхуда кетір еді. Ол Исаны сүю үшін оған жақынласты. Иса оған: Яхуда, сен адам ұлын сүйіп тұрып, оған сатқынлық істейсен бе? Деді. Исаның қасындағылар не болacağын сезіп: Ием, қылышты іске салайық па? Деді. Олардың біреуі бас руханидың құлының оң құлағын шауып таслады. Бірақ Иса: Тоқтатыңлар, жетер енді. Деп құлдың құлағына қолын тигізіп жазып жіберді. Соң Иса өзін ұслауға келген бас руханилерге, әбәдатхананың бас қарауылларына һәм ақсақалларға былай деді: Мені ұслау үшін жинаятшыға қарсы шыққандай болып, қылыш һәм шоқмар алып келдіңдер ме? Мен әр күні сіздермен бірге әбәдатханада болғанымда, маған қарсы қол көтермедіңдер. Бірақ енді заман сізікі, әзір қараңғылық үстемлік ететін уақыт. Олар Исаны ұслап, бас руханидің үйіне алып барды. Ал Петр ұзақтан еріп келді. Әулінің ортасында от жағып, әммесі бірге отырғанда, Петр де олардың арасында отырған еді. Бір шоры қыз Петрдің оттың қасында отырғанын көріп, оған тігіліп қарады да: Бұл адам да оның менен бірге еді. Деді. Бірақ Петр қызға: Яқ қарындасым, мен оны танымаймын. Деп Исадан танды. Біраздан кейін басқа біреу де Петрді көріп: Сен де солардың бірісің. Деді.
Бірақ Петр оған: Яқ аға, мен олардан емеспен, деді. Бір сааттай өткеннен соң тағы біреу: Расында да, мына адам оныңменен бірге болған. Себебі ол Галилалы ғой, деді бек кем сенімменен. Бірақ Петр оған да: аға, сенің не айтып тұрғаның түсінбеймін, деді. Тап сол уақытта ол сөйлеп тұрғанда қораш шақырды. Иеміз Иса бұрылып Петрге қарады. Сонда Петр иеміздің: Бүгін қораш шақырмастан бұрын сен меннен 3 рет танасаң, деген сөзін есіне түсірді. Сыртқа шығып кетіп, өкіріп жылады. Исаны ұстап тұрған адамлар оны масқаралап ұра бастады. Оның көздерін байлап, оннан: Уәлиде кетіп айт, сені кім ұрды? деп сұрады. Оған және басқа да көп жаман сөздер айтты. Таң атқаннан кейін халық ақсақаллары, яғни бас руханилер менен діни мұғалімлер бірге жиналып мәслихатлесті де Исаны өздерінің жоғарғы кеңесіне апарды. Оннан: Біздерге айт, сен Масихпысың? деп сұрады. Иса оларға: мен сіздерге айтсам да сенбейсіздер. Сіздерге сұрау берсем де жауап бермейсіздер. Бірақ ендігіден бұлай, адам ұлы құдіретлі Құдайдың оң жағында отырады, деді. Сонда әммесі: Демек сен Құдайдың ұлымысың? деп сұрады. Иса оларға: менің сол екенімді өздеріңіз айттыңыз, деп жауап берді. Сонда олар: Біздерге және қандай куәлік керек? Өз аузынан естік қо, десті. Лука жазған хош хабар, 23 бап. Сонда жиналғанлардың әммесі орындарынан тұрып, Исаны Пилатқа алып барды да, оны былай деп айыплай бастады: Біздер бұл адамның халқымызды жолдан азғырып жүргенін анықладық. Ол Рим патшасы Қайсарға салық төлеуге қарсы шығып, өзін Масихпан, яғни патшаман деп атайды. Пилат Исадан: Сен яһудилердің патшасымысың? деп сұрады. Иса оған: сол екенімді өзің айттың, деп жауап берді. Пилат бас руханилер менен халыққа: мен бұл адамнан ешбір айып таппай тұрман, деді. Бірақ олар айтқанынан қайтпай: Ол Галила өлкесінен баслап, хәтте осы жерге дейін бүткіл Яһудияда өз тәлиматын тарқатып, халыққа қозғалаң салып жүр, десті. Пилат бұны есіткенде: бұл адам Галилалы ма? деп сұрады. Исаның Хиротқа қарасылы өлкеден екенін білгенде, Пилат оны Хиротқа жіберді. Сол күндері Хироттың өзі де Иерусалимде еді. Хирот Исаны көргенде қатты қуанды. Өйткені ол туралы көп ескерліктен, оны бұрыннан көргісі келетұғын, һәм бір карамат көрсетер деп үмітленетұғын еді. Ол Исаға көп сұраулар берді, бірақ Иса еш жауап бермеді. Ал бас руханилер менен діни мұғалімлер сол жерде тұрып, Исаны қатты айыплады. Хирот та өз әскерлеріменен бірге оны кемсітіп масқаралады да, оған патшаның лепасын кигізіп, Пилатқа қайтарып жіберді. Бұл уақиядан бұрын бір-біріне дұшпан болып келген Хирот пенен Пилат сол күні дос болып қалды. Пилат бас руханилерді, басшыларды һәм халықты шақыртып алып, оларға: сіздер маған бұл адамды халықты жолдан азғырып жүр деп алып келдіңдер. Міне, мен сіздердің көз алдыңызда оны тергесем де, сіздердің қойған айыпларыңыздың біреуінде оннан таппадым. Хирот та еш нәрсе таппай, оны біздерге қайтарып жіберді. Көріп тұрғаныңыздай, ол өлім жазасына ылайық еш нәрсе істемеген. Сондықтан оны жазалап, босатып жіберемен, деді. Бірақ халықтың әммесі бір ауыздан: бұл адамды жоқ қыл, біздерге Барабаны босатып бер, деп бақырысты. Бараба қалада жүз берген қозғалаңға қатнасып, адам өлтірген үшін қамалған еді. Пилат Исаны босатып жібермекші болып, оларға қарата және сөйледі. Бірақ олар: оны атанақ ағашқа шегелет, деп бақырысты. Пилат үшінші рет оларға: ол қандай жамалық істеді ақыры? Мен оннан өлімге лайықлы еш айып таппадым. Солай екен,
оны жазалап босатып жіберейін деді. Бірақ олар дауысларының барынша бақыруды давам етіп, Исаны атана ағашқа шегелетуді талап қылды. Һәм ақырында өз дегенлеріне ерісті. Солай етіп, Пилат олардың талапларын орындауға қарар етті. Олардың сораған адамын, қозғалаң көтергені һәм адам өлтіргені үшін қамақта отырған адамды босатып, Исаны олардың еркіне тапсырды. Аскерлер Исаны алып баратырғанда, ауылдан кетірген Симон деген керенелі бір адамды ұстап алып, оған атана ағашты арқалатып, Исаның ізіне жүруге мәжбүрледі. Исаның ізіне жүдә көп халық еріп жүрді. Арасында ол үшін зарлап жыласқан хаяллар да бар еді. Иса оларға бұрылып былай деді: Иерусалим қызлары, мен үшін жыламаңлар. Бірақ өздеріңіз һәм балаларыңыз үшін жылаңлар. Себебі нәсілсіз хаяллар, еш қашан тумаған құрсақлар, һәм бала емізбеген көкіректер бақытлы деп айтатын күндер келеді. Сонда тауларға үстімізге құлаңлар, төбешіктерге біздерді бастырыңлар деседі. Өйткені жап-жасыл ағашқа ұсылай істесе, қураған ағашқа не қылады екен? Иса менен бірге екі жинаятшыны да өлімге алып барды. Бас сүйегі деген жерге келгенде, олар Исаны екі жинаятшы менен бірге атана ағашқа шегеледі. Жинаятшылардың біреуі оның оң тарапында, екіншісі шет тарапында еді. Иса: Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп атырғанын білмейді, деді. Аскерлер шек тасласып, Исаның киімдерін бөлісті. Халық сол жерде қарап тұрды. Ал басшылар Исаның үстінен күліп: Ол басқаларды құтқарған еді ғой. Егер ол Құдайдың жіберген Масихы, Құдайдың таңлағаны болса, өзін өзі құтқарсын, деді. Аскерлер де оған жақыласып, оны масқаралады һәм сірке суын беріп: Егер сен яһудилердің патшасы болсаң, өзіңді өзің құтқар, десті. Исаның бас бетінде бұл яһудилердің патшасы деген жазу бар еді. Атана ағашқа шегеленген жинаятшылардың бірі: Сен Масих емессің бе? Қане, онда өзіңді де, біздерді де құтқар, деп мазақ етті. Ал екіншісі оған кейіп: Өзіңде бірді жазаға үкім етіліп тұрып, Құдайдан қорқпайсың ба? Біздер істерімізге лайық әділ жаза алдық. Ал ол ешқандай жамалық қылған жоқ қой, деді. Соң Исаға: Иса, өз патшалығыңа келгеніңде мені есіңе ал, деді. Иса оған: Саған шынын айтаман, сен бүгін менің менен бірге жәннетте боласың, деді. Түскі саат 12-лер шамасында күн жақтысын түсірмей, саат 3-лерге дейін бүткіл жерді қараңғылық қаплап тұрды. Әбедатханадағы мұқаддесхананың пердесі ортасынан екіге бөлініп, жыртылып кетті. Иса балент дауыспенен бақырып: Әке, рухымды сенің қолыңа тапсыраман, деді. Ұсына айтып болды да жан тапсырды. Болған уақияларды көрген жүзбасы Құдайды алғыслап: Ақиқаттан да бұл хақ адам екен, деді. Тамашаға жиналған бүткіл халық болған уақияларды көріп, жүрек бауырлары езіліп, ізлеріне қайтты. Бірақ Исаны білгенлердің һәммесі, һәм Галиладан оның ізіне еріп келген хаяллар бұларға ұзақтан қарап тұрды. Кеңестің қарары менен ісінде қатынаспаған кеңес ағзасы болған Юсуп атлы жақсы һәм хақ бір адам бар еді. Ол Яһудияның Ариматия қаласынан болып, Құдай патшалығын күтіп жүрген еді. Юсуп Пилатқа барып, Исаның денесін сұрады. Оны атана ағаштан түсіріп алып, кепілік тауарға орады, һәм елі ешкім қойылмаған жартаста ойылған бір қабірге қойды. Бұл яһудилердің таярлық күні болып, демалыс күні кіріп кетірген еді. Иса менен бірге Галиладан келген хаяллар да Юсупке еріп барып, қабірді һәм Исаның денесін қалай қойылғанын көрді. Олар үйлеріне қайтып келіп, хош иіслі майлар һәм әтірлер таярлап қойды. Ал демалыс күні Құдайдың бұйрығы бойынша дем алды. Лука жазған хош хабар, 24-ші бап. Хаптенің бірінші күні, яғни екшембі күні таң сахарде, аялар таярлап қойған хош иіслі майларын алып, қабірге келді. Олар қабірдің аузындағы тастың домалатып алып тасланғанын көрді.
Бірақ ішке кіргенде иеміз Исаның денесін таба алмады. Олар бұған таң қалысып тұрғанда, тосаттан жарқыраған киім киген екі адам пайда болды. Хаяллардың үрейлері ұшып, басларын жерге игенде, екі адам оларға былай деді: Тіріні өлілердің арасынан неге іздейсіздер? Ол бұл жерде жоқ, ол қайта тірілді. Галилада болғанында, оның сіздерге не айтқан ешілеріңізге түсіріңлер. Ол сіздерге адам ұлы күнәкар адамлардың қолына ұсталып беріледі. Атанақ ағашқа шегеленеді, һәм үшінші күні қайта тіріледі. Деген еді ғой. Сонда олар Исаның сөздерін еслеріне түсірді. Қабірден қайтып барған хаяллар бұлардың әммесін 11 елшіге һәм басқа барлық адамларға хабарлады. Бұл хабарды елшілерге жеткізгенлер Магдалалы Мариям, Юханна, Яқыптың анасы Мариям һәм олар менен бірге жүрген басқа хаяллар еді. Бірақ бұл сөздер елшілерге бос гәп болып көрініп, олар хаялларға сенбеді. Ал Петр орнынан тұрып қабір тәрепке қарай жуырып кетті. Ол ішке еңкейіп қарағанда тек жатырған кепілікті ғана көрді. Болған уақиға таң қалып, ізіне қайтты. Тап сол күні шәкіртлердің екеуі Иерусалимнен 12 шақырымдай қашықтықтағы Эмаус деп аталатын бір ауылға баратырып, болған осы уақиялар хақында өзара сөйлесті. Олар өзара сөйлесіп, пікір алысып баратырғанда, Исаның өзі оларға жақындап қатар жүрді. Бірақ олардың көздері байланғандай болып, оны танымады. Иса олардан: Сіздер өзара нелер хақында сөйлесіп баратырсыздар? Деп сұрады. Олар қапалы пішінде тоқтап қалды. Арасындағы Клеопа атлы біреуі оған: Иерусалимде болсаң да, осы күнлерде сол жерде жүз берген уақиялардан еш хабары жоқ, жалғыз сен шығарсан. Деді. Иса олардан: Қандай уақиялардан? Деп сұрады. Олар жауап беріп: Насыралы Иса хақында уақияларда. Ол Құдайдың һәм бүткіл халықтың алдында ісінде де, сөзінде де құдіретлі болған пайғамбар еді. Бас руханилеріміз бен басшыларымыз оны өлім жазасына һәм атанақ ағашқа шегелеуге тапсырды. Ал біздер оны Израильді құтқарады деп үміт еткен едік. Міне, бұл уақиялардың болғанына бүгін 3 күн болды. Бұның үстіне арамыздағы хаяллардың кейбіреулері біздерді таң қалдырды. Олар ерте таңда қабірге барып, оның денесін таппай келді. Қайтып келіп, Исаның тірі екенін білдірген періштелерді көргенін айтып берді. Және біздердің ішіміздегі айрымлар қабірге барып, анық хаяллардың айтқанында екенін көріпті. Бірақ Исаның өзін көрмепті. Десті. Иса оларға былай деді: Ей ақылсызлар! Пайғамбарлардың айтқанларының әммесіне шын жүректен сенбейді олар. Масих осы азапларды шегіп, өз салтанатына кіруі керек емес пе еді? Соңынан Мусаның һәм барлық пайғамбарлардың жазуларынан баслап, мұқаддес жазулардың әммесінде өзі хақында айтылғанларды оларға түсіндіріп берді. Олар өздері баратырған ауылға жақындағанда, Иса өзін жолын дауам ететұғын қылып көрсетті. Бірақ олар: Біздер менен бірге қал. Күн батуға шамаласып, кеш болacak. Деп онан өтінді. Солай етіп, Иса олар менен бірге қалу үшін ауылға кірді. Олар менен дастұрхан басында отырғанда, Иса нанды алып, Құдайға шүкірлік етті, һәм сындырып, оларға берді. Сонда ғана олардың көзлері ашылып, оны таныды. Бірақ Иса көзден ғайып болды. Олар бір-біріне: Ол жолда біздерменен сөйлесіп, мұқаддес жазуларды түсіндіргенде, жүректеріміз қуанышқа толмаған ба еді? Деді. Дәрру орынларынан тұрып, Иерусалимге қайтып келді. 11 елшіні һәм олар менен бірге жиналғанларды тапты. Жиналғанлар: Иеміз хақиқаттан қайта тіріліп, Симонға көрініпті. Десті. Сонда екі шәкірт те жолдағы уақияларды һәм Иса нанды сындырғанда оны қалай танып қалғанын айтып берді. Олар ұсыны айтысып тұрғанда, Исаның өзі олардың ортасында пайда болып: Тынышлық сіздерге яр болсын, деді. Бірақ шәкіртлер аруақ көріп тұрмыз деп ойлап, таң қалысып, қатты қорқысты. Иса оларға: Неге хайран қалып тұрсыздар? Неге кеуілдеріңізге бұндай күмәнлі ойлар келеді? Менің қолларыма һәм аяқларыма қараңлар. Ол менің өзіммен. Маған қол тигізіп көріңдер. Аруақта ет пенен сүйек болмайды.
бірақ көріп тұрғаныңыздай менде бар, деді. Ұсыны айтып, оларға қолларын һәм аяқларын көрсетті. Ал шәкіртлері қуансып һәм аң-таң болысып, елі сенбей тұрғанда, Иса олардан: бұл жерде жейтұғын бір нәрсеңіз бар ма? деп сұрады. Олар оған пісірілген балықтың бір бөлегін берді. Иса оны алып, олардың көз алдында жеді. Сонда Иса оларға былай деді: сіздер менен бірге болғанымда, мен туралы Мусаның низамында, пайғамбарлардың жазуларында, һәм Забурда жазылғанлардың һәммесі орынлану тиіс деп айтқан едім. Кейін мұхаддис жазуларды түсіну үшін олардың зейілдерін ашты, һәм оларға және былай деп жазылған: Масих азап шегіп, 3-ші күні өлімнен қайта тіріледі. Иерусалимнен бастап, һәмме халықларға оның атыменен күнәларының кешірілуі үшін тәубеге шақыруды жариялау тиіс. Ал сіздер бұлардың гуасысызлар. Міне, мен әкемнің уәде еткенін сіздерге жіберемен. Бірақ сіздер жоғарыдан бұл құдіретті алғанға дейін осы қалада қалыңлар, деді. Соңынан Иса шәкіртлерін қаладан сыртқа, Бетанияға дейін апарды. Қолларын көтеріп, оларға пәтиясын берді. Пәтиясын беріп тұрғанда, олардан ұзақласып, аспанға алынды. Шәкіртлер Исаға табынып, үлкен қуанышпенен Иерусалимге қайтып келді. Құдайды алғыслап, һәмме уақыт ібадатханада болды.